Шынымды айтсам, біздің қоғамда еркектер болсын, әйелдердің көбісі, бірақ көбіне ер адамдарда сана деңгейі әлі бала. Негізі осы жерде ер адамдардың да не қалайтын, не қаламайтындығын тыңдай білу маңызды. Ісім жүре бастады дейді, ақша келе бастаған кезде күйеуім айтады да, мен саған разы емеспін дейді. Енді әйелдер осы деңгейде өздерінің қалауларын ашып айта алмайды. Өз-өзін таныған әйел ол манипуляциядан қорықпайды. Негізі ол кезде де отбасылық проблемалар болды, бірақ ең бірінші орынға олар Алламен байланысты ғой. Әйел адамдарға өздеріңді бағалаңдар деп айтқым келеді. Әйелдердің қателігі осыда. Проблема бар ма, күйеумен тұрғызып сөйлесу керек та. Себебі әйелдерде тағы не бар? Синдром отличницы деген нәрсе бар. Мен басқа біреуге сене алмаймын. Сөйтіп олар күйеуге де сене алмайды. Бұл менің жеке шекарам. Мен өзім парақшам, өзім білемін не істейтінімді. Орамалдағы қыздардың мынандай болған міндетті емес, маған қарап исламды бағалама деп жатамыз. Исламды бізге қарап бағаламағанда адамдар қайдан бағалайды? Олар Алланы көрмейді, олар періштелерді көрмейді. Сонда кімнен бағалау керек олар? Мені күйеуім жақсы көрсе ғой дейді, сол үшін не істесем болады дейді. Мен айтамын, қыздар ешқашан да күйеуім мені жақсы көрсе ғой деп тілемеңдер. Күйеуім Алланы жақсы көрсе ғой деп тілеңдер. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бүгін біздің келесі подкастымыз бұл арнайы құрметті ханымдар, арулар сіздер үшін және сіздер үшін осындай әйелдермен жұмыс жасап жүрген, осы әйелдердің дамуына, өсуіне үлес қосып жүрген Санира ханым арнайы қонақта. Сондықтан Санира ханым, қош келдіңіз, уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Өзіңізді біздің ханымдарға таныстырып жіберсеңіз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Есімім Санира Шаймұрат, психолог, консультант, арт-терапевт, кәсіби маманданған және де сертификатталған ислам шеңберіндегі психологпын. Көп балалы анамын. Жасым айтайын ба, айтпай қояйын ба деп пе? Жасым 42-де, альхамдулилля 7 жыл болды. Әйел адамдармен осы олардың өзін өзі жақсы көру, күйеумен қарым-қатынас, бала тәрбиесі болсын, Алламен қарым-қатынас болсын, сол мәселелердегі ішкі жан дүниесінің құрылысшысымын деп айтсам болады, инженермін деп айтсам болады. Машалла, керемет. Алла разы болсын. Санира ханым, жалпы білеміз, бүгінгі күні психологияны зерттеп, әйелдерге жеткізіп жүрген адамдардың бірісіз. Жалпы өзіңіз психологияға қалай келдіңіз? Себебі көпшілігі бүгінгі күні комментарийлерді оқып жатсақ, осыларақ орамалға келіп ақыл айтқыш, осыларақ орамалға келіп алып психолог болғыш, бәрі деп осындай әңгімелерді оқып жатамыз. Жалпы сіз өзіңіз қашан қызық бастадыңыз? Мен тұрмысқа шыққаннан кейін, 2 қызымды туғаннан кейін, жалпы өзім көп балалы анамын. Менде бір сынақтардан сұрақтар басталды. То есть санамда жаңағы трансформация басталды десем екен. Не үшін мен өмірге келдім, не үшін мен тұрамын, не үшін тамақ жеймін, не үшін мен бала туып жатырмын, жалпы мен не үшін тұрмысқа шықтым деген сұрақтарға жауап іздей бастадым. Сөйтіп жүріп мен құлшылық үшін жаратылғанын түсіндім. Оны енді мен құлшылық деп ойлап, намаз бен жаңағы ораза деп солай бір жақты түсініп, намаз оқып, оразамды ұстап жүрдім, бірақ бір жүрегімде бәрібір бір тыныштық таппадым. Бәрібір бір ізденісте болдым да. Намаз оқып жүргенмен де менде бір білімнің аздығынан бір қажетті деңгейде бәрібір жаныма тыныштық таппадым. Сөйтіп жүргенде енді бір Алланың қалауымен құрбым психологияны оқып, маған көмекші болуға шақырды. И ол жаңағы психология через призму ислама дейді ғой, ислам призмасынан өткен психологияны жаңағы Инстаграмда насихаттап бастаған кезде мен оны Инстаграм арқылы қазақ тілді аудиторияға жеткізе бастадым, себебі құрбым орыс тілді болды. Сол нәрселерді, лекцияларды аударып жүрген кезде менің санамда мен білімнің аз екенін түсіне бастадым. Сол білімдерді қолданған сайын менің жаңағыдай адамдармен қарым-қатынасым жақсара бастады, өзіммен қарым-қатынасым жақсара бастады. Сол кезде мен түсіндім, что әлде маған жетпейтін нәрсе көп екендігін, что жаңағыдай бір ғана намазды оқып қойып, бір ғана оразаны ұстап қойып жүре беруге болмайтынын түсіндім. Сөйтіп психологияны мен терең зерттей бастадым, сөйтіп өзімнің қызығушылығым оянды. Енді мен былай деп түсіндім, мысалы Құранда бізде таулар жайы айтылғанмен, оны зерттейтін өзі бөлек ғылым бар, география деген. Құранда мысалы өсімдіктер жайлы айтылғанмен, оны бөлек зерттейтін ғылым бар, мысалы зоология. Сол секілді аңдар жайлы айтылады, жануарлар жайлы айтылады, ол жаңағы ары қарай биология, зоология сөйтіп бөліне береді ғой. Сол секілді менде мынандай осы жан әлемін зерттейтін, мидың құрылысын зерттейтін, жұмысын зерттейтін, адамның жаңағы әрекеттерінің түбін зерттейтін қандай ғылым бар деп осы психологияға келдім. Әрине бұл мен психологияны құрғақ тек қана батыстан алып жатқан жоқпын.
мен білдім, бұл мен орамалда жүргеннен кейін бұл психология деген мен үшін үлкен жауапкершілік екенін түсінгеннен кейін мен Құранды да үйренгім келіп, жаңағы аят сырларын зерттей бастадым. Мықты жаңағы ұстазға барып, сонымен жаңағы миымдағы шашырап жатқан дүниелер былай өзі реттеп полкқа келген кезде адамның жан дүниесі реттелсе, айналасы да реттеледі дейді ғой. Қазір енді соны әйелдерге үйретіп жатқан жайым бар. Машалла. Жалпы адамның өзімен қарым-қатынас деп жатырмыз, көпшілік айтады, өзіңмен қарым-қатынас дұрыс болмайынша, өзгелермен қарым-қатынасың дұрыс болмайды деп. Осы тақырыпты бір әйелдерге ашып берсек, жалпы өзімізбен қарым-қатынас дұрыс болу деген бұл не? Бұл эгоизм емес па? Бұл немесе жаңа жертва деген түрлі терминдерді білеміз ғой. Сол нәрсені жалпы осы әйелдерге бүгін ашып берсек, жалпы өзіңмен қарым-қатынасты түзеу, өзіңді түсіну неден басталады деген тақырыптардан бастасақ. Көп адамдар былай деп сұрайды: тәкаппарлықпен өзіңді жақсы көру, өзіңді сыйлау айырмашылығы қандай деп. Мен айтамын, тәкаппарлық деген ол өзіңе сенімсіздіктің, өзіңді жақсы көрмеудің маскасы. То есть ар жақта сен өз-өзіңе сенімсізсің, ар жақта сен өзіңді қабылдамағансың, ар жақта бір адамдар сенімен араласып жақындасып кеткен кезде ашылып қалатын бір нәрселер бар да, сен соны тәкаппарлықпен былай маска киіп алып, ешкіммен сөйлеспей былай жүресің да, былай айтқан кезде. Мысалы, қарым-қатынаста да сол нәрсе өте қатты әсер етеді. Мысалы, адамдар біреудің былайша айтқанда ар жағында өз-өзіне сенімсіз ғой, ол енді сол өзіне окей деген бағаны алу үшін Аллаға емес адамдарға құл бола бастайды. Міне, өз-өзіңді жақсы көрмеу, өз-өзіңді бағаламау деген осы. Ал өз-өзін жақсы көретін, өз-өзін бағалайтын, өзін тек Алланың құлы ретінде санайтын адам, ол үнемі қарапайым болады. Ол ештемеден қорықпайды. Біреу мен жайлы не ойлап қалады, біреу мені пайдаланып кетеді, біреу мені басып кетеді деп қорықпайды. Осы ара жігі осы. Және де өзіңді қабылдау деген нәрсе бар, өзіңді бағалау деген нәрсе бар. Көбіне самооценка деп жатады ғой, бірақ мен сол самооценка деген сөзден гөрі самоценность деген нәрсені жақсы көремін айтқанды. Самоценность деген ол өзіңнің құнды екеніңді түсіну. Енді біз исламда жүрген әйел адамдар бірінші рет Алланың ең көркем, ең құрметті жаратылысы екенімізді біз санамызға сіңіріп алсақ, осыны бір сана деңгейімізде түсініп алсақ, біз ешкімнің алдында жаңағыдей мені бағалашы, мені тастап кетпеші, мені жақсы көрші деп жалынбайтын едік та. Мен Алланың көркем жаратылысымын, менің дәрежемді Құранда көтеріп қойған, мен былайша айтқан кезде Алланың алдында сәждеде басымды иемін, ал басқа адамдарға құрмет көрсетемін тек сол Аллахтың разылығы үшін ғана, Алла бұйырғаны үшін ғана. Көркем мінезді бол, адамдарға пайдалы бол дегенің үшін ғана. Және де исламда не деп айтады? Мұсылманның ең жақсысы, адамның ең жақсысы не дейді? Өзгелерге зиян тимейді дейді, сөзімен де, ісімен де, тағы не дейді? Қолмен де. Мен сондай дәрежедегі мұсылман боламын. Шынымен де адам сондай болса, ешкіммен шаруасы болмаса, өзін үнемі дамыту үстінде жүрсе, және де адам көмек сұраған кезде пайдасын тигізіп, Аллах үшін міндетсімей, ол ең көркем адам ғой, былайша айтқан кезде. Ол адам сүйікті болады, ол адам құрметті болады. Осы психологияда мен әйелдерге жеткізетінім осы. Ең басты түсінік. Жалпы осы жерде өзін-өзі сүю деген кезде қоса кеткім келетін нәрсе, бізде көбісі адамдар дүнияуи нәрсемен өлшейді, өзін-өзі жақсы көру деген нәрсені. Мысалы, жаңағыдай өзіңе қымбат зат ал, немесе қымбат киім ки, немесе жақсы жерге бар деген сияқты. Жақсы, ол да жақсы, енді білеміз оның қандай кезде қолданылатынын. Бірақ осы жерде мен өзіме өзіңді өзің жақсы көру, немесе өз-өзіңді құрметтеу деген кезде мынадай бір нәрсе келді да маған. Бір күн бір кітап оқып отырып, жалпы адам, біз білеміз, тілін ғайбаттан сақтау керек, көзін харамнан сақтау керек, құлағын жаңағыдай харам нәрсені естуден сақтау керек. Бұл нәрселер не? Бұл нәрсенің өзі сенің өзіңе деген құрметің. Себебі сенің көзің ол харам нәрсені қарауға лайықты емес, негізі Алла Тағаланың жаратудағы мақсат ол емес еді. Тура сол сияқты сенің тілің болмайтын бір сөздерді айтуға лайықты емес. Неге? Өйткені сен бұл тілді саған жай жаңа отырып алып топырақтан жасай салған жоқ та, Алла Тағала бұны саған тіл қылып берді. Яғни осындай нәрсенің өзінде, яғни исламда бізде өзіңді өзің жақсы көр, немесе жаңағыдай өзіңді жақсы көру ол ваннаға түсу деген сияқты нәрсе болмаса да, бізде тәннің ақысы бар, жанның ақысы бар, сонымен қатар маған қатты ұнағаны өзіңді құрметтеуің, сенің өзіңді тозаққа лайықты емес күйде, яғни осы дүниеде өмір сүруің. Өйткені сенің тәніңді Алла Тағала негізі тозаққа жаратқан жоқ еді. Негізі жәннатқа жаратып еді. Өйткені адам пайғамбар біз білеміз, Алла жәннатта жаратылды, жәннатта өмір сүрді. Сонда біздің қайтар жеріміз ол жәннат еді. Бірақ біз
біз соған лайық емес амалдарды жасаған кезде біздің жаңа дәрежеміз түсе бастайды. Жаңа самооценка болсын, басқа нәрселер осы кезде түседі. Өйткені біз адам болғаннан кейін сол адамға лайық емес нәрселерді жасап бастаймыз. Өйткені иттің өзін қарасаң, итке арақ берсең ішпейді. Мысық мысалы харам нәрсені жемейді. Бірақ біз адам болып кейде сол нәрселерді жеп, Алла Тағала Құранда айтқандай, олар мал секілді немесе малдан да төмен дейді. Неге? Өйткені малдың өзі ол тек өзіне бұйырылған нәрсені ғана жасайды. Мысалы мал ол шөп жеу керек болса, ол шөп жейді, ол барып алып маған ет бер демейді, ет бер демейді, мен жаңа үйдің ішінде тұрамын демейді ол. Неге? Өйткені ол өзі сол үшін жаратылған еді. Ал адам баласы кейде адам болып жаратылғандығын біледі, бірақ әрекеттерімен, жаңа өзіңіз айтқандай ісімен сол нәрседен түсіп кетіп жатады. Және осы жерде отбасылық мәселеге де көп нәрсе айтуға болады. Қазір алдағы уақытта подкастымызда жалғасын табады деп үміттенемін. Енді осы жерде маған бір сұрақ қызық болып тұр. Өйткені бізде мынандай бір не қалыптасқан. Жақында бір кісілермен сөйлесіп отырған кезде де айтылды да бұл нәрсе. Жалпы психологияны оқығандар түбінде ажырасып кетеді деген нәрсе. Сізде мысалы қазір көп балалы анамын деп жатсыз, ата-енемен тұрасыз ба әлі де? Иә, ата-енемен тұрасыз. 18 жыл болды. 18 жыл болды. Ажырасу жайында ой келген ба? Енді қараңыздар, мынандай ғой, негізі психология деген нәрсе ол адамды сана деңгейінде ересек күйге жеткізетін ғылым. Яғни біздің көбіміздің балалық шақта бір қалай айтсам екен, балалық шақта өтірік емес, бізде қазақтарда баланы өте удобный қылып тәрбиелейді, өте ыңғайлы бала қылып тәрбиелейді. Яғни әпергенді киіп, бергенді жеп, жаңағыдай аузыңды жап, істегің келмегенді істетіп, көбіне манипуляциямен, сені ана орысқа бере саламын, тағы не дейді, тастап кетемін сені. Солай біздің, шынымды айтсам, біздің қоғамда еркектер болсын, әйелдердің көбісі, бірақ көбіне ер адамдарда сана деңгейі әлі бала деңгейінде. Мысалы, жаңа жауапкершілік деген нәрсе бар ғой, жаңағыдай өзіңді Алла бұйырған нәрсе, мысалы, Алла жеме дегенді жемеу, ішпе дегенді ішпеу деген нәрсе, ол адамның жауапкершілігіне байланысты жасалатын нәрсе. Ладно, ол бәрі Алланы таниды, Алланың бұйрықтарын біледі, бірақ соған мойынсыну деген ол адамның өзінің ішкі жауапкершілігінің деңгейінде болу керек. Енді біз отбасылы болған кезде өтірік айтпай ақ қойын, мен өзім де балалық деңгейде болыппын санаммен, күйеуім де балалық деңгейде болыпты, ол кісінің өзінің травмасы, менің өзім травмам деген психологияға келген кезде өтірік айтпай ақ қойын, болды сондай ойлар. Бірақ та бізде көп әйелдер сол жерде қашып кете салады да, соңына дейін жеткізбейді. Бірақ бізде өтірік айтпай ақ қойын, өте бір сондай бір күрделі кезеңдер болды. Соңында бірақ біз сондай бір ересек адам болып, бір-бірімізбен сөйлесетіндей деңгейге жеттік. Яғни, ұнамайтын нәрсені мен ұнамайды деп айтамын. Сосын ол басында түсінбестіктен, ол енді психологияны зерттеп атпаған адам болғаннан кейін, ода манипуляциялар болды, небір. Бірақ түбінде мен жаңа психологиялық білімнің пайдасы, ол кісі қазір сыйластықпен қарайтын болды. Яғни мен ұнамайтын нәрсені айтсам, ол кешірім сұрайтындай деңгейге жеттік, альхамдулилля. Және де мен де жыламай, сықтамай, ренжімей кешірім сұрай саламын. Яғни бір-екі ауыз сөзбен-ақ осындай бір-бірімізден түсіндім, кешір, енді қайталамаймын дейтін бір сондай бір деңгейге жетеміз де. Бірақ бізде әйелдер қоғамда сол деңгейге дейін сабыры жетпейді. Яғни мынандай кезең бар. Бала 11 жасқа келгенде переходной возраст. Переходной возраст деген 11 жаста бала түсіне бастайды, менің ата-анам қателеседі екен ғой. Идеально емес. Оказывается, олар жаңағыдай идеал емес екен ғой. Енді адам өскенде, жаңағы санада өскен кезде, ол жасы 30-да болуы мүмкін, 40-та болуы мүмкін, бірақ сол бір психологиялық бір 11 жас, сондай бір деңгейге жеткен кезде, ол не істей бастайды, өзінің ойын ашық айтып бастайды. Біздің қазіргі қоғамда қазақ әйелдері осы психологиялық деңгейде 11-13 жасқа енді жетіп жатыршы, ойларын енді айтып үйреніп жатыр. Сонан кейін жаңа психология ұрыстырып жатыр дегеннің түбі осыда жатыр да. Негізі солай болып жатыр ғой. Солай болып жатыр. Енді бұл жердегі қателік соншалықты насихат ер адамдарға айтылмай жатыр. Соншалықты ер адамдар өздерімен жұмыс жасамайғаннан кейін, әйел адамның мен мынаны қалаймын, маған ұнамайды деген дүниесін олар көтере алмай дінмен манипуляция кетіп жатыр. Мен саған разы емеспін деген. Осы жақында мен бір мешітке барған кезде осы тақырып тағы қозғалды. Сонда бір кісі бір әйел айтады да, енді көп балалы ана, күйеуімнің айлығы жетпегеннен кейін, және үйде отырып, енді өзімнің ісімді тапқым келіп, мен тойбастарға андай нәрселер жасап бастадым дейді, андай коробочки. Сонымен ісім жүре бастады дейді, ақша келе бастаған кезде, күйеуім айтады да, мен саған разы емеспін дейді. Мен саған разы емеспін, сен көп ақша тауып кет.
сонымен мен күйеуім қарғады деп мен жолым болмай қалды дейді да. Мен айттым, ол күйеуіңіз қарғаннан сіздің жолыңыз болған жоқ, болмай қалған, сіз установка беріп тастадыңыз миыңызға. Мен күйеуім қарғады болды деген, иә. Енді ми уже ары қарай ол әрекет еткісі келмей қалды. Сосын мен сұраймын, күйеуіңіз немен айналысады десем, күйеуім охранник дейді да. Мен түсінер едім, егер бұл қоғамда қазір ер адамдар күшті бизнесті жүргізіп, бүкіл алла берген потенциалдарын шығарып, иә, жан жақты бір сондай әйелге, бала шағаға сондай бір жағдай жасап жатса, чтобы әйел тек қана үйде отырып бала шағасына қарап отыратындай. Бірақ бізде ер адамдардың көбісі әлі сол бала деңгейінде жүр, жаңағы өздері бір нәрсе істеп кетуге қорқады, қателесуге қорқады, тіпті адамдармен араласа алмайтын күйеулер бар. Айтады, менің туыстарыммен араласа алмайды дейді, мені төркініме жібермейді дейді. Бұл жерде нағыз әйелдің исламдағы құқығы тапталып отыр ғой. Енді әйелдер осы деңгейде өздерінің қалауларын ашып айта алмайды. Өздерінің жан дүниелерінде болып жатқан процессті еркекке түсіндіре алмайды. Олар да ренжіп қалады, олар да бұртиып қалады, олар жаңағыдай телефонды алып подругаларына күйеулерін жамандайды. Сондай деңгейден аса алмай жатқанда қоғамда сондай бір семьялар бар да, отбасылар. Мен айтайын дегенім, бұл үлкен жауапкершілік. Мысалы, мен өзім неге соңына дейін бардым, қиындыққа қарамастан, себебі мен 6 баланы дүниеге әкелгеннен кейін бұлардың алдындағы үлкен жауапкершілік, ақыреттегі жауапкершілікті түсіндім. Сол кезде тіпті жаңағыдай ажырасақ дегенде өтірік айтпай ақ қойын, енді қазақта әйелдер көріп отыр ғой қоғамда. Шындықты айтайын, андай көрінгеніңдей бол, болғаныңдай көрін дейді ғой. Сол үшін исламда мұсылман бірінші өзін өтірік айтпайды дейді ғой. Я, ондай да деңгейге жеттік. Сол кезде анау психология өз-өзін таныған әйел, ол манипуляциядан қорқпайды. Ажырасам десе, мейлі. Бірақ егер де әйел, қалай айтсам екен, күйеуіне керек болса, шынымен де бала шағасын жақсы көретін болса, ол жерде еркек оянады да. Ол жерде еркек өзімен жұмыс жасап бастайды. Ол да білім алып бастайды. Бұл неғып осыншама қорқпайтын болып кетті деп ойлайтын да. Енді былайша айтқанда, иә, в кавычке дейді ғой. Сол үшін әйел адамның әрине бірінші еркектің алдында сыйы қадірі болу керек. Сыйы қадірі болу керек. Когда сенің сыйың қадірің жоқ, бірақ жаңағыдай бірдемелерді оқып алып, шала-пұла, өзің ешқандай бір өзіне қадірің жоқ, өзіңмен жұмыс жасамағасың, Алланың алдында өзіңнің дәрежеңді өзің түсінбейсің, сөйтіп алып психологиядан бір шала-пұла бірдемені үйреніп алып, діннен білімің жоқ, ақыңды да білмейсің, мен ажырасам кетем десең, онда енді Алла тағала әділ ғой, ол өзімізге сай адамды қосады. Онда ол да кеттім деп жүре береді да. Сол үшін бұл жерде өзіңнен кейін балалардың алдындағы жауапкершілік, онан кейін ақыретіңнің алдында жауапкершілікті дұрыс қолға алып, білімді жан-жақты алу керек. Тек қана психологияны бір бетке оқымай, оны дінмен саралау керек. Және де әр адамның өзінің жеке ситуациясы бар. Жалпы сіз былай деп айттыңыз ғой, енді мен ажырасам ба ажыраспайын ба деп менің келесі жауабымды күтіп отырмай, жеке консультацияға келіңіз. Жекеше қараймыз. Мысалы, жеке терапияда өте көп әйелдердің миындағы дұрыс емес установкалар шығады. Мысалы, біреулер мамасына мама болып кеткен, біреулері әлі де өзінің жаңағы әйел болғанымен, сыртын әдемілеп қойғанмен, ішкі мен әйелімнің ғой деген түсінігі дұрыс емес. Мысалы, осы жақында бір кісі келді, күйеуімен қарым-қатынаста дұрыс емес деп, мысалы, күйеу оны әйел ретінде құрметтемейді екен. Балалары да оны мама деп қарамайды, әйел деп сыйламайды. Сөйтсек, кішкентай кезінде әкесі арық-құмар болып ішімдік ішіп, анасын ұрған екен. Анасы өз-өзін қорғамаған. Анасы көне берген. И бұл қыз анасына сондай бір бейшара халде қарағанда, оның санасына мынандай установка орнаған. Әйел болған деген не деген сор. Әйел болу деген соншама бейшара ма сонда? Менің мамам осыншама бейшара болып жүр, значит, неменеге мен әйел болып тудым деген ғой. Енді бұл жерде ананың да қателігі да, бұл түсіндіру керек еді да. Негізі бұлай болмайды деп, өзін қорғау керек еді мысалы да. Енді соны қыз бала санасында түйіп алды, оның женственность деген нәрсеге уже миында блок тұр. Ол вроде тұрмысқа шықты, балалы болды, күйеуі бар, бірақ қарым-қатынаста өзін қанша әдеміленіп сыртын сылағанмен де бірдеме дұрыс болмай жатыр. И жаңағыдай біз блокты таптық та. Онан кейін уже біз не істедік? Женственностьқа жұмыс жасай бастадық. Яғни әйел болудың қандай керемет екендігін санасына сіңіре бастадық. Бұл жерде бұл кісі өзінің Алла жаратқан болмысына, табиғатына қарсы шығып жатыр. Яғни айтайын дегенім, психология керісінше ол не істейді? Ішіндегі нәрсеңді айнаға былай көрсетеді.
Енді онан кейін сен айнамен алысасың ба, әлде айнадағы отражением дұрыс болсын деп өзіңді жөндейсің ба? Ол уже как бы екінші сұрақта. Сол секілді психологияға келген кезде күйеуіміз айна болып біздің ішіміздегі процестерді көрсете бастайды. Сол кезде көп әйелдер не істейді? Күйеумен қырқысады, күйеуден қашады. Мен айтам, айнамен алыспаймыз, өзімізді жөндейміз. Егер сіз күйеуіңіз тиран болып жатса, значит сіздің ішіңізде сол жертваға болып тұрған бірдеме бар да, жертва қылып тұрған сізді. Манипуляцияға іліндіріп қойып жатқан бір қандай да бір қорқыныштарыңыз бар, бір сенімсіздіктеріңіз бар. Сонымен жұмыс жасасаңыз, күйеуіңізде ол Алланың жаратқан адам ғой. Ол да кішкене ойлана бастайды. Сізді бұрын мына жақтан манипуляцияға алды, енді о жақтан аламай жатыр. Бұл жақта күрчек жоқ. Мына жақтан алайын деп еді, о жақтан да алынбай жатырсыз уже. Ол уже не істейді, уже ойлана бастайды. Что со мной не так? Мен нені дұрыс жасамай жатырмын деп. Сол кезде сіздер ересек деңгейде диалог қойып, талабыңызды қоя бастайсыз. Маған былай ойнамайды, былай сөйлеме, былай айтпа. Мысалы, қазір елдер не дейді? Күйеуіме өзімнің ойымды ашып айтайын десем, немесе күйеуімнен жаңағыда қаламды айтайын десем, күйеуім менің шамам жетпейді, сен менің басымды қатыра бересің, мен басқа бір миымды ашпайтын бір әйел алсам ба деп айтамын деп қорқам дейді. Бұл жерде опять тағы не? Еркектің жауапкершілігі жоқтығы. Сол семьяда әйелдің қалауын тыңдау бөлек, есту бөлек қой, ести білуде. Неге бұл бұлай айтып жатыр, неге бұл менен талап етіп жатыр. Тіпті элементарно мысалы балаларды туып алып, балалардың қалауларын тұшықтырып тастайтын ата-аналар бар ғой. Бірақ баланы туған кезде сіз білдіңіз ғой, что ол балалар ертең мынаны талап етеді, ананы талап етеді, оқығысы келеді, өскісі келеді, киінгісі келеді. Бірақ бізде қоғамда не дейді? Шүкірет дейді. Шүкірет деген, исламда ол шүкірет деген ондай емес. Шүкір ету деген, мысалы мен умраға барған кезде жақында бір адамды көрдім. Екі аяғы жоқ, мынандай 4 доңғалағы бар, не жасап алған, екі қолмен былай жерді былай итерініп тауып жасап жүр. Қараңызшы, ол шүкір ету деген осы да, сен аяғым жоқ болса да қолым бар ғой деп әрекет ету. Сосын тағы бір көз жоқ адамды көрдім. Таяқ ұстап кетіп бара жатыр да. Ол көзім жоқ деп үйде жатқан жоқ, ана кісі аяғым жоқ деп үйде жатқан жоқ. Қолындағы бар нәрсені пайдаланып әрекет ету, шүкіршілік деген осы. Бізде тағы да еще дінде тағы осылай деп манипуляция жасайды ер адамдар. Әйелі кішкене өсіп, жаңағы санасы өсіп, басқа өмірді сұрай бастаса, өсейік, дамиық, білмеймін, мынадан да үлкен үй алайық, бала шағаға жағдай жасайық десе, еркек не дейді? Шүкір етпейсің ба осыған дейді. Бірақ шүкіршілік деген ол емес. Бізде еще сынақты да былай қабылдайды. Сынақ деген ол көну деп ойлайды екен. Сынақ деген ол есеп сияқты да осы өмірде берілген. Сен оны шешуің керек. Сен соны шешсең, келесі деңгейге өтесің. Сосын сол жақта сыйын аласың. Анандай бір ұстаздың күшті мысалы бар. Мына жерде сен тұрсың дейді да. Ана жақта сенің жаңа келесі сыйың тұр, Аллах дайындап қойған. Ортада дәліз тұр дейді. Ал дәліз қараңғы, ыстық, жаңағыдай пар шашырап жатыр дейді да. Білмеймін, там бір істік темірлер бар жолда. Сен сол дәлізден өтіп кетуден қорқып, мына жақта есікке жармасып тұрсың дейді да. Сен содан бір қиналып өтіп кетсең, өзіңмен жұмыс жасап, жаңағы нәпсіңді танып деген сияқты. Сен ана жақтағы үлкен кең әлемге жететін едің ғой, сыйлықты алатын едің ғой. Бірақ сен мына жерде тұрған сайын сен уақыттан ұтыласың дейді. Біздің қоғамда енді осындай проблема бар. Бұл жерде мына нәрсені де бірақ ескеру керек сияқты. Кейде біз жаңа айтып жатырмыз, әйел қалайтын айтады, қаламайтын айтады, ұнайтын айтады, ұнамайтын айтады деген. Негізі осы жерде ер адамдардың да не қалайтын, не қаламайтындығын тыңдай білу маңызды. Өйткені бізде әйелдерге айтылады да бұл нәрсе, мен оны өзім де енді оқып біліп жүргеннен кейін біліп жүрмін. Мысалы мен жолдасыма кейде осындай, мысалы нан қаламаймын дегенді айтқан кезде, сонда менің қалауым қайда қалады деп сұрақ қойған кезде бар. Мен бір рет ойландым да, осыны шынымен біз келеміз да жаңа оқып алдық, біліп алдық, барып күйеуіңе айт деді, хочу хорошей жизни деді, мен бұдан да жақсы өмір қалаймын деді. Бірақ біз расында түсінуіміз керек, что күйеуіміз ол нәрсені, ол мысалы тақуалықтан қаламауы мүмкін ол. Оған да ол имеет право ғой, яғни ол да ол нәрсені қалай алады. Яғни барлық бізде мынандай нәрсе бүгінгі күні қатты дамып жатыр да. Қалауларын әйел міндетті түрде өз не қылу керек деген сияқты. Бірақ біз білеміз ғой, қалауларын да егер де сен сол энергияңды, сол күш қуатыңды, сол женственностіңді күйеуіңе қарай дұрыс жұмсасаң, ол сенің қалауларың алып береді негізі. То есть оны сен жаңа міндетсініп, бізде автомат түрде бүгінгі күні қоғамда тарап жатқан ойлардың бірі мынандай. Еркек адам қажеттілігіңді ғана
жаңағыдай не қылуға міндетті, қалған қалауларыңды өзің тауып ал. Сен ол үшін қалауларыңды табу үшін сен жұмыс істейсің ат болып. Өйткені сен қалауың Инстаграмдағыдай. Ал енді ат болып жұмыс істеп, сен бүкіл күшің сыртқа кеткеннен кейін сен қайдан күйеуіңнің былай айтқанда жағдайын жасайсың. Өйткені біз мойындасақ та мойындамасақ та шариғатта ең бірінші жаратылудағы әйел рөліндегі міндетіміз ол жолдасымыздың жаңағыдай төсектегі ақысын беру. Ол жерде көбісі өйткені сен бәрібір мысалы өзімнен де мысалы өзіңіз де білетін шығарсыз, семинар жасаған күні, жұмыста болған күні кешке біз шаршап келеміз физикалық тұрғыда. Ал енді осы жерде біз күйеуіміздің қалауын қойып мен бүгін шаршап келдім, мен өз қалауым үшін жұмыс жасап келдім десек, біз приоритетті ауыстырып алдық та. Негізі осы жерде көп әйелдер қателесіп жатыр. Я дұрыс, қалау бар, жақсы өмірді қалау деген нәрсе бар, бірақ жақсы өмір сүрмей қалсаң саған тозақ болады, немесе жақсы өмір сүрмей қалсаң саған жаңағыдай Алланың ашуы болады деген нәрсе жоқ та. Бірақ күйеуіңе сен жаңағыдай міндетін орындамасаң, сенде ондай жазалар айтылған. Яғни біздің әйелдер осы кезде жаңа қалауымды жасаймын деп жүріп, кейде күйеулеріміздің қалауын ұмытып кетеміз. Мейлі ол охранник болсын, немесе мейлі ол жаңағыдай таксист болсын. Біз білуіміз керек нәрсе бар. Біз бәрібір күйеуіміздің алдында ең бірінші міндеттерімізді орындамайынша, Алланың алдында міндеттерімізді орындай алмаймыз да. Мен бұны не үшін айтып жатырмын? Өйткені маған да енді көп әйелдер келеді, жаңағыдай әлеуметтік желіден көріп алған, осындай жақсы өмір, жаңа қымбат киін, бүйт, сөйт деген нәрселерді. Мен күйеуіме айтамын, оны қаламайды дейді. Мысалы, менде де жақында сондай әңгіме болды. Мен де мысалы шетелде оқығым келеді да. Сөйтіп жолдасым менің мүлдем шетелге қарсы. Мен айтамын, давайте ортасын табайық. Сізге де зиян болмайтын, маған да зиян болмайтын. Не істей аламыз деп, сол кезде бар. Не істей аламыз деп ол да не қалды да. Яғни осылай шештік. Ал егер қазір менің қалауым шетел, менің қалауым, мен өзім хотелкамды өзім жаба аламын, мен шетелге бару, шетелде оқу деп мен кетіп қалсам, менде де кетіп қалуға мүмкіндік бар. Бірақ біз түсінуіміз керек, бізді Алла шетелге кету үшін жаратты ма? Дұрыс ол, жаңағыдай не жағынан елді көр, жерді аралау, жақсы өмір сүру бар. Бүгінгі күні мұсылмандарға бізде алып келетін хадистері, неге онда Алла мұсылмандар бай болу жаман болса, зекетпен қажылықты парыз етті деген сияқты. Зекетпен қажылықты парыз еткен кезде қанша кісілер мысалы умраға да қажылыққа да сыйлықпен кетіп жатқандар қаншама ғой, бай болмай-ақ. Өйткені ол Алламен қарым-қатынасын дұрыстап еді, ол өзінің негізгі миссиясын орындап еді, Алла оны ризығын реттеп жатқан да жағдайлар бар. Яғни біз тек қана амалға, әрекетке де байлап қоюға болмайды. Біз әрекет жаса, амал жасама деген сөз емес, бірақ көбіне бізде жаңағыдай көп жұмыс істесең көп ақша табасын, сондай бір немен не қылып қалғанда біз түсінуіміз керек болған нәрсе сол ризық деген мәселе бар да. Өйткені жаңағыдай бұны не үшін айтып жатыр? Мысалы бүгінгі күні алдында мен оны бір кісілерден көріп қалдым. Алла Тағала мені сондай жақсы көргені дұғамдың бәрін қабыл етеді дейді. Ал керісінше ғұламалардың ішінде сондай әңгіме бар. Сен дұғаң қабыл болып бір Алла Тағаланың кереметтерін көріп жатсаң, оны жасыр дейді. Ол әулие құлдарының негізі белгілерінің бірі екен. Бірақ сен оны бар мақтанып айтсаң, сен уже әулие құлдарына кірмейсің да. Өйткені әулиелер керісінше оған ешқашан мен әулиемін деп айтпайды. Мен дұғам қабыл болады, мен бүйткенде сөйтіп кеттім деген сияқты нығметтерін айтпайды. Сондықтан да бұл жерде жаңа отбасылық мәселеде негізі тонкость дейді ғой, өте жіңішке мәселелер өте көп, жаңа өзіңіз айтқандай. Мысалы, бүгінгі күні сахабалардың, мысалы алғаш намазға келген кездері сахаба әйелдердің өмірлерін оқып, біз шын мәнінде дүниені қалаған жоқпыз. Тіпті квартира аламыз, алу керек үй деген ой болмады. Мүмкін бізде бала болмағаннан кейін шығар, мен ол жағын ойлаған жоқпын да, шыны керек. Сол кезде біз жаңағыдай мешітте жұмыс істедік, оқыдық, үйттік, бүйттік, Құран үйреттік, әйтеуір сөйтіп жүріп істей бердік. Енді қазіргі кезде сахабалардың өмірін айтсаң, бірден тек бай сахабаларды ғана мысалға келтіреді. Бірақ біз түсінуіміз керек қой, бүкіл адам бай болып кетуі мүмкін емес. Иә, мүмкін сол бай сен шығарсың, әрекет ете бер, бірақ сенің әрекетіңе сай сенің ризығың келмей қалуы да мүмкін. Өйткені ол жазылған деген нәрсе. Просто бұны әйелдерге айтқым келеді да, бүкіл әйел Инстаграмдағыдай өмір сүру міндетті емес. Яғни одан да қызық, одан да маңызды нәрселер бар. Сен күйеуің разылығы арқылы шынымен жәннатқа кіру мүмкін, бай болмай-ақ. Мен бұл жерде манипуляция не жағынан келсем, сізбен де толық ер адамдар жағынан. Просто жақында бір әңгіме оқып, сахабалардың өмірінен қатты сол нәрсеге таң қалдым да. Айтады, даналық деген нәрсе, ол пайғамбарлардың сұраған нәрсесі. Кімге Алла Тағала жаңағыдай жақсы көрсе, оған даналық береді дейді. Біз осы әйелдер байлықтан бұрын, күйеуіміз өзгертуден бұрын даналықты сұрауымыз керек секілді. Өйткені ол екі сахабаның ортасында болады, оның әйелі, атын ұмытып тұрғаным, Асма деймін. Асма деген әйел, қателеспесем, жаңағыдай не істейді, үйінде отырады, ол
күйеуінің, мысалы бізде мынандай бүгінгі күні тағы бір бас тақырып қосып кетіп, әйелдер үй тірлігін істеуге міндетті ма? Енді осы кезде келеді әйелін шариғат бойынша міндетті емес дейді да психологтар. Сізге тиіп кетпесін, жалпы айтамын. Мен ылғи айтамын да, біз мысалы отбасылық мәселелерді оқыған кезде ол жақта шариғатта уәжіп дегендер бар. Ханафи мазхабында мысалы үй тірлігін жасау. Неге? Өйткені ол міндетті болмаса, немесе ол жақсы өмір сүру керек болса, ең жақсы өмір сүру керек ол пайғамбардың жұбайлары болу керек еді. Пайғамбардың қыздары болу керек еді. Фатима анамыз тіпті бір жаңағыдай көмекші сұрап келген кезде не деді? Одан да зікір айт деді. Яғни пайғамбар оны Аллаға қайтарып отырды. Екіншіден жаңағы әйел тоже Асма Абу Бәкірдің қызы, қателеспесем, не істейді? Айтады, мен күйеуімнің жалғыз аты бар еді, мен сол аттың жаңағыдай несін шөбін беретін, суын беретін. Кейін бір соғыстан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи күң сыйлап, содан кейін мен ол жұмыстан босадым дейді. Яғни сахаба әйелдер де ол үй тірлігін жасаған, және олар уайымдаған нәрсесі біз үй тірлігінен қалай құтыламыз емес, қалай біз үй тірлігінде жүріп, еркектер сияқты сауапқа жете аламыз деген уайымдар болды да. Яғни мақсаттары, міндеттері ол қалай мен хотелкаларымды асырам емес, Алланың разылығына, сауабына жете аламын деген нәрсе болды. Соған қарай Алла Тағала оларға да берді. Сонда айтқым келген нәрсе, жаңағы әйел күйеуі өте қызғаншақ кісі екен. Сонда бір күні бір не келеді қасына, қайыршы келеді да. Қайыршы болғанда бір кісі келеді, кедей, айтады, мен сенің үйіңнің көлеңкесінде тұрып саудамен айналыссам бола ма дейді. Ана кісі біледі, күйеуі оған рұқсат етпейтін. Даналыққа мен таң қалдым да. Күйеуін рұқсат ет, сосын айтады, давай сен кешке менің күйеуім келеді, сол кезде келіп соның көзінше сұра дейді. Сөйтіп ана кетеді, жаңағы кісі кешке келеді, күйеуімен жаңағы есікті ашады әйелі, күйеуі мына естіп отыр. Сөйтіп жаңағы кісі айтады, менің үйімнің, сенің үйіңнің көлеңкесінде мен сауда жасасам бола ма, осылай немді жүргізіп алғанша дейді. Содан кейін жаңағы кім айтады, Асма әйел айтады, сен не, мен үйімнен басқа үй таппадың ба, барсай басқалардың үйіне деп осылай ұрсады жаңағыда күйеуіне естіртіп. Сонда күйеуі тұра қалады да, неге сен үйтіп айтасың, сата берсін біздің үйдің несінде деп, жаңағыдай көлеңкесінде деп сатқызады. Сөйтеді да ол сатады, ана кісі байып кетеді. Байыған кезде ол рахмет ретінде жаңа әйелге ақша береді да. Сөйтіп жаңа күйеуі бір күні келсе, жаңағыдай ақшаны ұстап отырады ана әйелше, жаңағыдай несіне, етегіне дейді ғой былай айтқан кезде. Сонда жаңа кісі таң қалады да, сен осынша ақшаны беріп кеттің ма дегенде, иә дейді. Енді ол әйелдің табысы ғой мына жерде. Сонда айтады да, не істейсің бұны дейді. Сонда бір жауабы, нақты ұмытып тұрмын, бірақ ана әйел айтады, мен бұны уже, сен маған бересің ба дейма күйеуі, әлде қайда жұмсайсың ба дейма, сөйтеді. Сол кезде ана кісі айтады да, мен бұны уже беріп тастадым дейді. Яғни Алла үшін ол таратып тастаған да негізі. Яғни әйел солай таратып тастаған еді. Яғни осы жерде қарасақ, негізі ол кезде де отбасылық проблемалар болды, бірақ ең бірінші орынға олар Алламен байланысты ғой. Жаңағыдай мысалы психология болсын, ол биология болсын, ол қазір мықты коуч болсын, қайсысына бармай тұрып біз білуіміз керек, бізді өзгертетін, біздің тағдырымызды жазып қойған ол Алла еді. Яғни бізде кейде сол психологты немесе сол коучты мақтау мүмкін, бірақ Аллаға деген нәрсе ұмытылып кетіп жатады да. Сондықтан да өмірімізді өзгертетін де, отбасымызды өзгертетін де ең бірінші Алланың құзырындағы нәрсе екендігін біліп, біз күйеуімізбен проблема болған кезде де осыған қайтуымыз керек сияқты да. Анау не бар ғой, тән, жан, рух деген нәрсе бар ғой. Тән деген ол біз тән да, біздің тәніміз шын айтқанда бір өзі ол өлі нәрсе де. Оған жаңағыдай тұрғызатын, оны әрекетке салатын жан ғой, иә. Енді жанның қалауы деген ол жаңағыдай екен де, жаңағыдай мен бренд кисем екен, мен күшті үйде тұрсам екен деген. Бірақ рух дейді, рухтың қалауында ол Алламен байланыстыру екен де. Бізде көбінесе сол адамдар сол жан деңгейінде қалауда қалып жатыр да. Біздегі бүкіл мәселе осыда. Яғни біз өмірімізде болып жатқан сынақ, ашуланған келіп кетті, жылағың келіп кетті, тамақ жегің келіп кетті, мынандай күшті киім кигің келіп кетті, бай болғың келіп кетті, оның барлығын біз Аллахпен байланыстырған кезде ғана осы нәрсеге Алла разы ма? Бұл қаншалықты бұл Алламен жаңа байланысы бар осының, Алланың қалауы қаншалықты осы жерде деген сұраққа жауап берген кезде біз рух деңгейіне өседі екенбіз. Даналық деген сол екен. Сосын мен осы зекет жайлы мен осы жақында былай ойландым да, неге Алла Тағала осы зекетті парыз етіп қойды деп ше. Енді әрине бұл әйелдер дұрыс айтып отыр, соның барлығы дұрыс. Бірақ бұл жерде мен Алланың бір тонкий бір мотивациясын көргендей болдым да, адамдарды ояту үшін. Мысалы қазір, егер де саған Алла разы болады, сен барып әке-шешеңнен кешірім сұра десе, кім барып кешірім сұрап жатыр?
Ал сен миыңдағы ақша блогыңды шешіледі, ақша потогың ашылады, барып әке-шешеңнен сұра десе, адамдар онда без проблем барып кешірім сұрау өзінің тәкаппарлығын сындырып жатыр, иә. Енді мен ойлаймын, Алланың даналығы соншалықты адамды немен мотивация жасауды білген сияқты да, зекет беретіндей деңгейге өстеді. Енді бізде жарайды, садақа беретіндей деңгей бар шығар, бірақ зекет беретіндей деңгейде әлі адамдар жете қойған жоқ. Не то что зекет берген, бізде қазір баршылықтың деңгейіне жетіп жатқан жоқ біздің қоғамшы. Яғни екінің бірінің басында кредит, екінің бірінің басында рассрочка, бәрі ипотекаға үй алып алған. Мен барлық пирамида Маслоу деген нәрсе бар, қажеттіліктер пирамидасы. Соның элементарно базовый қажеттіліктерді жапқан қазақ бізде аз өте. Бір 30%, бір 30-ға жетер-жетпес шығар. Көбісі почти 70-80% қазақ элементарно өзінің баспанасы жоқ, элементарно өзінің жаңағы барып, мысалы, балаларымыз бір кездер онлайн оқып бастаған кезде бәрінің әрбірінің, мысалы, менде 6 бала болса, 6-ауына сотка керек та, сотовый телефон керек болды карантин кезінде. Сол кезде, мысалы, бір телефон, мысалы, 100 мың теңге тұрса, менің қалтамда шығарып бере салатындай, мысалы, 600 мың теңге ақша болу керек қой, егер былай қарасақ. Енді мен ойлаймын, Алла тағала ол кезде ақшам жоқ болса, мен кімге барып құл боламын? Мен банкке барып құл боламын ғой. Мен адамға барып құл боламын. Ақша бер деп, иә, мысалы. Мен Алладан күтіп дұғамды жасаймын, бірақ мен балалар сендер тұра тұрыңдар, дұға еттім, Алла маған береді екен деп, мен күтіп отырмаймын ғой, мен бір әрекет жасауым керек қой. Енді сол кезде егер де адамның жаңағы байлық мышлениясы болмаса, қалтасында асып жатқан ақшасы болмаса, ол не істейді? Барады да кредит қалады, барады да рассрочка қалады. Сонымен проблема басталады. Уже адам бір рассрочка алды, бір кредит алды, оның миы уже солған қарай бағытталып қалады да. Хотя Алла тағала не деді? Кредит харам деді, иә. Енді біз, мен ойлаймын, қазір қоғамда баршылыққа ұмтылып жату, сондай бір деңгейге ұмтылып жату, ол дұрыс нәрсе адамдардың. Ол бір мотивация да. Енді осы жерде дұрыс айтып жатсыз, әйелдердің барлығы шапқылап жұмысқа шығып кетті. Бұл жерде мен ойлаймын, негізі осы жайлы жақында бір психологиялық бір форумда өте жақсы айтылды. Бізде қоғамда көп ер адамдардың биологиялық жасы бар. Психологиялық жас бар, любой адамда, физиологиялық жас бар. Сол психологиялық жасы қазір көбінесе әйел адамдардан өте төмен болып қалған. 5-6 жастағы балалардың деңгейінде. Олар мысалы 5-6 баланы тудырып қойып, бірақ мен әкемін деген жауапкершілік жоқ. Немесе үйленіп алып, мен мынаның әйелімін ғой, мен мынаның күйеуімін ғой, ертең ақыретте бұл үшін жауап беремін ғой, бұның ішетін тамағы, киетін киімін мен тауып беруім керек қой деген деңгейде жоқ. Енді мен әйелдермен тікелей терапия жүргізіп, консультация, семинарларға барып жүргеннен кейін, мен қоғамдағы проблеманы білгеннен кейін соны айтып отырмын да. Мен әйелдерді түсінемін, неге олар шапқылап кетті осылай ақша табуға? Неге олар жаңағыдай күйеулерін сыйламай кетті? Себебі күйеулері егер де соның барлығын жасап қойса, олар ең бірінші әйелден бұрын есейіп та өздерімен жұмыс жасап, міне деп отырып қойса, бәлкім әйелдер істер ме еді, иә? Әрине бұл да бір ақтайтындай жөн емес, но енді қалай бар солай ашып айтып жатқаным ғой. Енді бұл жерде мен көбірек әйел адамдарға өздеріңді бағалаңдар деп айтқым келеді. Әйел адамдар, күйеуім жатыр диванда, дұрыс таппай жатыр дейді де, шапқылап кетеді де, бұны дұрыс жасамайды. Яғни түгел 100% жауапкершілік мойындарына алады. Сіз жаңа күшті айттыңыз ғой, жаңағыдай не істейміз, ортақ шешімге келейік деп, олар еркектерін перед фактын қоймайды да. Проблеманы өздері шешеді. Үйде мысалы бала бірдемені бүлдіріп қойса да, күйеу келгенше бәрін өзі шешіп қойып, мектепте проблема сосын келгеннен герой болып отырады да. Әйелдердің қателігі осы да. Проблема бар ма, күйеумен тұрғызып сөйлесу керек та. Осылай болып тұр. Мысалы, менің киетін көйлегім жоқ болып тұр. Не істеймін деп сұрау керек та. Не істейміз? Бала осылай бірдемені бүлдіріп қойып, не істейміз? Яғни, не істейміз деп сұрақ қойған кезде адамның санасы оянады ғой. Сол секілді бізде күйеуді жаңағыдай, бұл не бүлдіреді дейсің, не бітіреді дейсің дейді. Сосын әйелдер айтады да, мен күйеуімнен бірдеме сұрайын десем, сұрағым келмейді, бәрін өзім шеше салғым келеді дейді. Сонда мен айтамын да, себебі сіз ана күйеуіңізге жауапкершілікті бергеннен кейін, ана еркектің шешетін шешіміне көңіліңіз толмай тұр деймін да, бейсанаңызда. Сіз біліп тұрсыз, ол жерде қалағандай шешпейтін. Себебі әйелдерде тағы не бар? Синдром отличницы деген нәрсе бар. Мен өзім істеп, бәрін беске істеп тастаймын, қатырып қоямын, басқа біреуге тапсырмаймын. Мен басқа біреуге сене алмаймын. Сөйтіп олар күйеуге де сене алмайды. Олар не то что күйеуге өсіп келе жатқан балаларын кухняға кіргізбейді, бүлдіресіңдер, шашасыңдар, шығыңдар, мен бәрін өзім істеймін деп әйел қазір біздің қоғамда ясама дейтін әйелдер өте көп. Сонан кейін кім жаман? Күйеу жаман. А сен күйеуіңнен сұрадың ба? Сен күйеуіңе айттың ба? Ойыңды ашып айттың ба? Әлде кешке келесіңде жұмыстан шаршап келіп, қойшы сені көргім келмейді, кетші, ұйықтаймын, ұйқым келіп тұр дейсің да? Ашып айт ер адамға. Мен мысалы
шаршап тұрмын, мен осыншалықты шаршамайтындай деңгейде болғым келеді, солай өмір сүргім келеді, сен де менің бір жағыма шығысшы, немесе сен сондай маған бір жағдай жасашы, мен мысалы осыны қалаймын деп ашып айт. Кейде әйелдерге мен күйеуіммен сөйлесе алмаймын дейді. Мен айтамын, қалауыңызды айта аласыз ба? Айта алмаймын. Айтқанда да ол жаңағыдай тыңдамайды мені. Қалауыңызды қалай айтасыз, сіз жалпы не қалайсыз десе, ар жағында уже әйелдер күмілжіп қалады да. Яғни бер жағын біліп алған, что ой, күйеуімен сөйлесу керек, ой, ашылып сөйлесу керек, бірақ не айту керек, қалай айту керек, сол деңгейде де білімдері жетпей жатқан әйелдер бар да. Мысалы, мен айтамын ғой, негізі анау қазақта бір күшті бір мақал бар ғой, еркек бас, әйел мойын деп айтады ғой. Негізі әйел мойын болып ақырын өзін дұрыс жаққа бұрса, еркек ол ешқайдан бөлініп түсіп қалмайды, или қашпайды ол. Өздеріңіз байқасаңыздар, егер де сіз ер адамға бір нәрсені ақырын айта берсеңіз, бір нәрсені мақтай берсеңіз, біраз уақыттан кейін еркек соны мақтап сізге айтып отырады да, бірақ ол қайдан естігенін білмеуі мүмкін да. Сол секілді әйел адам егер де өз-өзін толтырса, ресурста болса, жұмысты да өзінің шамасына қарап істесе, сүйіктісімен, жаңағыдей қажетті мөлшерде күйеуіне еркелей білсе, шаршаған күйеуіне жеткізе білсе, көмек сұрай білсе, онда біздің қоғамда даму деген нәрсе осы кезде болатын еді. Бірақ бізде қазіргі бір жақты дамып жатқан нәрсе осының себебінен де. Сол себепті де жаңағыдай әйелдер дамып жатыр, олар жаңағы мынандай нәрсені көріп алды, уже олар бұрынғыдай мынандай үйде тұрғысы келмейді, мысалы стиральный машинамен қол жууды үйреніп алды, мысалы қолмен кір жуғысы келмейді деген сияқты. Сосын күйеуіне айтады да, маған стиральный апер дейді. Енді еркектің санасы ондай деңгейге, оны шүкір ет дейді. Менің мамам қолмен жуған, апам қолмен жуған. Сонда мен күлем ғой, енді баяғыда үйде туалет болмады. Бәріміз енді үйдегі туалет жоқ қойып, сырттан туалет қазбайтын шығармыз деймін да. То есть заманға сай даму деген нәрсе болу керек. Еркектің де, әйелдің де санасында. Бірақ әйел адам оны тек қана өзінің мойнына артып алмай, ер адаммен тіл табысып, содан жеткізе білу керек та. Иә, бұл жерде жаңа айтқандай, негізі бәрібір мына нәрсеге алып келу керек бізді адамдарды. Өйткені жақында Ерлан ұстазбен сөйлесіп отырған кезде осы психология жайлы айтып жатыр да, егер психолог көбіне енді ақша жағынан қарайтын болсақ, мен ол бәріне топырақ шашқан емес, бірақ жаңағыдай егер де психолог болсын, жалпы ұстаз болсын, егер адам өзіне байлайтын болса, онда ол дұрыс емес. Яғни біз қайта-қайта барып терапияға барып шешем ғой, немесе ана психолог шешіп береді ғой деген нәрсемен жүрсе, бұл дұрыс емес тағы да. Өйткені біздің негізгі түпкі мақсатымыз Алламен байлап болу. Сонда осы жердегі отбасыдағы мәселелердің несі, мысалы Алла Тағала жаңа Талақ сүресінің Бақара сүресінде айтады ғой, талақ жайында айтып келеді. Осылай бір бет, екі бет, кәдімгі 3 бетке дейін созылады. Содан кейін Алла Тағала осылай талақ деген біз білеміз, отбасындағы мәселенің ең уже түбі десек болады. Яғни ұрсады, оған дейін керіседі, бүйтеді, түсініспейді, соңында болды, ажырасайықшы деп шешкен кез. Содан кейін Алла Тағала келеді да, ол нәрсені неге алып келеді? Алла Тағала айтады, хафизу алейс-салауати уас-салатил уста дейді. Яғни намаздарыңа бекем болыңдар, және де әсіресе орта намаздарыңа дейді. Сонда бұл нәрсе нені көрсетеді? Ғалымдар тәпсірлерінде келтіреді екен. Алла Тағала талақ туралы айтып келді. Енді аят пен аяттың бәрібір бір байланысы болады Құранда. Сонда неге бұл талақтан кейін намаз туралы айтты деген кезде, қашан адам, жаңа намаз ол біздің ең Алламен байланысымызды көрсететін нәрсе ғой. Қашан біздің намазымыз әлсірейді, немесе керісінше отбасымызда проблема болған кезде біз намазға бекем болуымыз керек, немесе намазымыз әлсіресе, онда отбасымызда проблема болады дейді. Яғни мынау шешімі, жауабы талаққа жеткізбеудің, отбасында проблемалардың шешімі намаз, яғни Алламен байланысымды реттеу. Осы жерде бір күшті нәрсе айтқым келіп отыр. Мынандай ғой, кейде әйелдер мынандай сұрақ қояды да, мені күйеуім жақсы көрсе ғой дейді да, сол үшін не істесем болады дейді. Мен айтамын, қыздар ешқашан да күйеуім мені жақсы көрсе ғой деп тілемеңдер. Күйеуім Алланы жақсы көрсе ғой деп тілеңдер. Яғни адамды өзіңе зависимый қылуға тырысу, тек қана осы күйеуім менің бетіме қарап отырса екен деп, немесе бір ер адамдар болады, әйелдерін тым қызғанып өзіне бір байлап қойғысы келетін ше. Ол негізі исламда меншіктеу ғой, былайша айтқан кезде. Алланың жаратқан жаратылысын өзіңе меншіктеп алып, соның санасын, соның жүрегін өзің басқарғың келу, ол негізі күнәнің ауыр ғой, былайша айтқанда. Сен ол жерде өзіңді пұт қылайын деп отырсың да, ширкті жасайын деп отырсың нағыз. Сол үшін әйелдер айтады да, енді күйеуді меншіктемеу қалай, ол жаңағы аңдымау, ана мынау дейді. Мен айтамын, аңдымай-ақ қойыңыздар дейді. Ол оны аңдитын Алла Тағала 2 камераны 2 ена қойып қойған итакта. Солардың өзі аңдаған-ақ жеткілікті деймін да. Егер де адам ол Алладан қорықпаса, мына иығындағы 2 камерадан қорықпаса, сізден қорқып түзелген не керек деймін да. Ол жерде уже ниеттен шатаса адам. Сол үшін әйелдерге всегда айтамын, қыздар, пожалуйста,
ол когда күйеуіңіз Алладан артық сізді жақсы көру деген ол уже ауру болып кетеді. Ертең ол намазды сіз үшін оқитын болады. Ертең екеуіңіз әп-әдемі жүресіз, ұрысып қалсаңыз күйеуіңіз намаз оқымай қояды. Немесе әйелдер бар, күйеулерімен күшті болып жүреді, күйеуі там екінші әйел аламын дейді, тағы бірдеме десе, орамалдарын шешіп тастайтын әйелдер бар, ерегісіп ше. Ол уже ниеттің дұрыс еместігі да. Біз күйеуді, әйелді Құдай қылмауымыз керек. Біз бір Алланың құлымыз. Сол үшін әйел де еркек те екеуі бірдей Аллаға жақындаған кезде қандай да бір істерінде осы рух деңгейінде, жан қалауы емес, рух қалауымен былай бір-біріне жақындап, әрбір істерін түзеген кезде, Аллахқа ұмтылған кезде, олар сол кезде жақындайды да. Ал когда әрқайсысы бір-біріне былай жабыспақшы болады, өйткен сайын олар Алладан алыстай береді. Олардың жаңағы не то что Алладан, олар өздерінен де алыстайды да. Себебі адам Аллаға жақындаған сайын өзіне жақындайды. Өзінің болмысын таниды, өзінің қаншалықты құнды екенін түсінеді, өзінің ақысын бере бастайды. Тәннің әрбір мүшесінің ақысын бере бастайды. Бізде қазір элементарно, мысалы, просто витамин ішпейтін әйелдер бар, иә, БАДы, ана мынау, немесе ұйқысын дұрыстап ұйықтамайтын әйелдер бар. Мен айтам ғой, әйел ол тұлға. Психологияда колесо баланса деген нәрсе бар, яғни әйел ол тұлға. Тұлға бөлшектенеді, иә. Ішінде оның рөлдері бар әйелдің. Мысалы, ол қоғамда женщина, мужчина, женщина дейміз ғой. Онан кейін ол күйеуіне әйел, жар, бала шағасына ана, қайын жұртқа келін, ол жұмыста коллега, қоғамда мысалы, онан кейін өзінің төркініне қыз, подруга, әпке, біреуге бауыр деген сияқты рөлдер бар да. Бізде ана қоғамда қыз балаға не деп үйретеді? Ертең барған жеріңде бізді ұятқа қалдырма, ертең қайын жұртың бүйтпесін, ертең енең сені бүйтпесін дейді де, бізге келін болуды күшлеп тұрып қыздарға үйретеді де, бірақ әйел болуды үйретпейді. Сосын ана болуды үйретпейді екен. Бізде қазір мектепте бір сондай нелерді кіргізбегенде ең өкініштісі. Сонымен ол барған үйде 100% келіннің рөлін байлайды. Тем более егер де ол әйел, ол қыз баланың жаңағы мен Алланың разылығы деген санасына сіңбеген болса, ол адамдардың разылығын іздеп кетеді. Жаңағыдай енеме жақсам, қайынәпкеме жақсам, анаған жақсам, мынаған жақсам, осы ана абысындарымнан озып кетсе, маған осындай күшті келін деген атақ болса дейді. Сөйтіп ол мына жақтағы келіннің рөлін 100% орындаймын deyіп, мына жақта күйеуіне көңіл бөлмей қалады. Бала шағасына көңіл бөлмей қалады. Немесе, мысалы, енесі айтуы мүмкін, ана бала үйді шашты, бүйтті, сөйтті. Сол кезде ол енесіне жағым деп баласын қорғай алмай қалады, мысалы да. Бұл жерде балада обида қалады. Баламен ара қатынас уже бұзыла бастайды. Бала ойлайды, мынау мені қорғамайды дейді, ол сырттан қорған іздей бастайды. Немесе телефонға кіріп кетеді. Немесе жаңағыдай күйеуінің хақысы дедіңіз ғой жаңағыдай. Ол түннің бірағына дейін кухняда жүріп, елдің бәрін жарылқаймын деп, тамақтарын беріп, ыдысын жуып болғанша түнгі сағат 2 болады, күйеуі ұйықтап жатады, өзі де барып ұйықтап қалады мысалы. Сол жерде уже арада осы нәрсе бұзыла бастайды. Енді бұл жерде бізде қоғамда тағы да енелерге де көп насихат жетпей жатыр қазір, өтірік емес. Мысалы 50-ге келіп, келінім қашан тамақ пісіріп береді деп отыратын енелер де бар екен әлі күнге дейін. Келіні мысалы таңнан кешке жұмыс істеп келеді, кешке таман күйеуі екеуі қыдырайын десе, жоқ мама ата-енем тамақ істелген жоқ дейді. Мен сұраймын, ата-енеңіз нешесі? 50-де, 58-де дейді. Мен ол кісілердің өз қолы жоқ па? Неге олар масыл болып отыр? Енді оларға қызмет жасамаса күйеуі ренжиді екен. Сен менің ата-енем, ата-анамды разы қылмадың. Бұл жерде уже күйеудің бала позициясы шығып жатыр да. Мен ата-анамның разылығын сен арқылы аламын. Мен сені сол үшін үйлендім саған. Ол да дұрыс емес те. Яғни кез келген адамның адамға қызмет етуі я хочу деген нәрседен болу керек. Мысалы, адам орамалға келу керек, махаббатпен келу керек. Ол ата-енесіне служить ету керек. Алла разылығы үшін мен служить еткім келеді, сауап алғым келеді. Мен күйеуіме мысалы сыйлағым келеді жақсы нәрсені. Я хочу деген желаниеден. Күйеуімнен айырылып қалудан қорққаннан, немесе ол там екінші әйел алып кетсін дегеннен емес, немесе ол мен тастап кетеді дегеннен, ол маған талақ береді деп қорққаннан емес, прямо ересек саналы деңгейде мен қызмет еткім келеді деген. Ол ең сау қарым-қатынас осы. Бірақ қазір біздің қоғамда осындай сау қарым-қатынасқа жетіп жатқан отбасылар аз, өте аз. Бірақ өзгеріс бар ғой, Аллаға шүкір. Бірақ өзгеріс бар, Аллаға шүкір, альхамдулилля. Әйелдермен жұмыс жасаған негіз біздің әйелдер негіз мықты ғой. Құқығымды Алла тағала бекерге әйелдерді қатты жақсы көрмейді ғой. Олардың дәрежесін соншалық көтермеген ғой. Бірақ біздің әйелдер соншалықты өздерін жақсы көрмейді ғой. Ана бір не бар ғой? Хадис жаңағы бір бәдәуи пәуескемен әйелдерді
тез жылдамдықпен әкеле жатады ғой. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тоқтатып айтады ғой, кімдерді әкеле жатсың дейді. Әйелдерді деген, неге қатты жүресің? Сен білесің бе кімдерді әкеле жатқан? Сен шыны сияқты, хрусталь сияқты деген ғой, сол кездегі терминмен. Сондай заттарды әкеле жатсың, баяу жүр деген да. Енді қараңызшы, сол исламдағы әйелдік деңгейін сол жерде көтеріп қойды. Баяу жүр, сен шыны сияқтысың, сен өзіңді аяла. Сен ана еркектің алдына түсіп алып, мебелді өзің қозғап кетіп, лампочканы өзің ауыстырып, атқа мініп алып, өзің ақша тауып кетпестен бұрын, сен өзіңнің шамаңды біл. Сен күйеуіңе айта біл. Ол сені ұруға дейін жеткізбесен. Намысына тиіп сөйлеме. Егер де тепкілеп ұрып жатса, ештеңеге қарамастан, онда сен өзіңді қорға. Сен Алла тағала сені қорғылуға жаратпаған, иә? Ал бұл жерде сен хрусталь сияқтысың деген кезде сен мөлдірсің, сен тазасың. Сен нәзіксің. Осы нәрсені біз қыз балалардың санасына құя білуіміз керек та. Чтобы ертең ол барған жерде жаңағы балансты тонко ұстай білу үшін де, иә, ата-анаңа да қызмет ет. Бірақ өзіңнің де деніңнің хақысын біл. Жаңа ата-анам разы болып қалмас үшін, ол ренжіп қалмасын деп, ана жақтан жұмыстан шаршап келіп, өзіңді заставить етіп кухняға тығып жіберіп, содан кейін мына жақта күйеуге реніш пайда болады. Иә? Немесе сен ата-ананың бетіне, ата-енеңнің бетіне күліп жүресің де, бірақ ішіңде ренішің бар. Диалог деген нәрсе болу керек та. Айта білу керек. Мен шаршадым деп айта білу керек. Сосын жаңағы алдында бір біреудің келіні айтады да, шаршап барып, ауырып барып ұйықтап қалсам, сөйтсем, атасы енесіне айтқан ғой, маған шай құйып берме деп ренжіп отыр дейді да. Сосын енесі келіп бұлқан бұған айғайлаған, сен неғып жатсың деп ше. Бұл жерде опять тек қана әйелге бір жақты жүктей бермей, ата-енеге де насихат керек те. Ол да адам, ол біреудің қызы, ол бұл жерге жаңағыдай домработница болу үшін жаратылған жоқ. Ауырып жатыр ма, оны түсіну керек. Сосын 50-ден асқан адамдар, мен бір ұстаздан бір күшті бір мысал естіп едім. Анау батарея бар ғой, пальчиковый батарея дейді ғой. Сол батарея негізі өте құнды ғой. Оны сіз жаңағы пультке саласыз, микрофонға саласыз, ойыншыққа саласыз, сағатқа саласыз, иә. Ол соншалықты құнды, оны мысалы керек болса, сіз оны бәленбай есе бағаға да сатып ала саласыз. Мысалы, машинаңыздың оталмай жатса, ана батарейкасы жоқ болса, ол тек пультпен оталатын болса, онда мынандай өңкеген машинеңізден не пайда деймін да? Бір батареяға қарап қалдыңыз, иә. Қоғамда бір сондай адамдар бар деймін да. Өзін соншалықты толтырған ол батарейка сияқты. Ол өте құнды, оны адамдар іздеп әкеліп, ақшасын төлеп жүрші, бір уақытында арнашы, сөйлеші, там білмеймін. Ол адамдар құнды да, ол адамдар айналасына заряд таратып жүреді, оң заряд. Ол адамға жолып кеткен адам не істейді, зарядты алады да, жақсы энергия алады. Және де қоғамда екінші бір адамдар бар, ол жаңа таусылған батарея деп айтамын. Мыжылып қалды анандай. Ол батареяны біз далаға лақтырып, утилге жібермесек специальный, ол айналасына у шашады екен, немесе айналасындағы энергияны сорады екен ол батареясы. Енді қоғамда бір сондай да адамдар бар. Өздеріне салмайды, дамымайды, өспейді, бірақ біреудің қанын ішіп, біреуге жаңағы пиявка сияқты жабысып алып өмір сүріп жататын адамдар бар да. Енді кейде жастары үлкен жасқа келіп, өздерін дамытпай отырған, үйде тек қана сериал көріп, бірақ ол мен келіннің отбасына кірісіп отырған енелер мен аталарды мен сондай батареяға ұқсатамын да. Негізі Алла тағала оқы деп бұйырды ғой, оқы деп бұйырғаннан кейін сол парызды орындап, адам өлгенше даму үстінде болу керек деп ойлаймын. Мысалы, не бар ғой, өлетіннің бүгін екенін білсең де ағаш егіп кет дейді ғой. Мен соны ойлаймын, соның балама мағынасы, сен бүгін өлетініңді білсең де әрекет жаса. Білім ал, әрекет, әйтеуір бірдеме істеп өт, бұл дүниеден пайдалы болып өт. Онан кейін айтайын дегенім, СМИ дейді ғой. Теледидар. Сол нәрседен бұқаралық ақпараттардан керекті де керек еместі де. Тіпті элементарны қазір мысалы біз бір рилстың ұзақтығы қанша? 1 минут па? 15 секунд даже 15 секунд. Енді ойлаңызшы, бір сағатта адам қанша рилс, қанша не көреді, ақпарат алады. Ол рилстар түрлі эмоция тудырады ғой. Біреу қуантады, біреу жылатады, біреу таңқалдырады, біреу күлдіреді, тағы бірдеме сияқты. Адамда уже не болып кетір? Сол жерде сарылдап энергия кетіп жатыр. Адам өзінің ар жақта энергиясын басқара алмай жатыр. Сөйтіп энергиясы таусылады, ресурс таусылады, тағы да не істейді? Баладан алады оның энергиясын, ұрады баланы, немесе айғайласады, немесе шаршадым дейді күйеуіне. То есть әйел адам ресурсын басқара білу керек. Сосын жаңағы колесодағы өзінің рөлдерін балансқа толтыра білу керек та. Күйеуіңнің хақысы бар, балаңның хақысы бар, ата-ененің алдындағы қызметің бар, жұмысыңды бәрін реттеу керек те, кәдімгідей жоспарлау керек. Одан бөлек, және ер адамның да соншалықты рөлдері бар да. Бізде мысалы бірер адам бар, жаңағы күштілеп ол доста,
ой қашан көрсең достарымен жүреді, ол чуть ли не достарымен түнде келіп ұйықтамайды да. Мына жақта оның отбасы ақсап қалып жатыр. Бала шағасына көңіл бөлінбейді, семьясына, әйеліне көңіл бөлмейді, өзінің даже ата-анасының разылығын ана келін сияқты алмайды да, ол іздемейді да. Бірақ та егер де анасы мен әкесі келінге жалғыз ете бастаса, ол сол жақты ыңғайластырмайды, келіп әйеліне тиіседі да. Яғни мен айтам, еркектің нағыз еркектігі ол өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай, отбасын сақтап қала білу керек. Жаңа талақ мәселесіне енді келетін болсақ, негізі 3 талақ дегеннің де өзінің бір несі бар екен, хикметі бар екен ғой жерде. Талақ деген емес, бір рет талақ айттың, сен уже ойланасың. Екінші рет талақ айтқан кезде сен уже шеше бастайсың мәселені. Егер де 3-ші талаққа дейін соған жеткізбей сен бәрін реттейтін болсаң, онда ол как бы уже қайтадан жақсы семья болып кетуге болады да. Хикмет сода екен де. А бізде бір рет айтады, бітті, сол жерде кетті. Анау деген көкірек ұстап қалды, ол маған талақ берді, еркек те анау маған бағынбады деп бір надандық деңгейде ажырасып жатқан отбасылар өте көп та. Саналық деңгейде емес. Жаңағыдей бала позициясында. Сен мысалы ер адам өзінің мамасынан аламаған жылу махаббатты әйелінен іздейді, бірақ әйел оны бере алмайды, себебі ол отбасында өзі оншалықты махаббат алмаған. Немесе жаңағы папасымен қарым-қатынасы дұрыс болмаған қыз бала еркектен папа болғанын қалайды, маған забота бер, маған ананы бер, мынаған бер, герой бол дейді. Бірақ еркек өзінің отбасында алған травмалары бар. Сол себепті бізде өсу барлығы бірдей болу керек. Сонан кейін әйелдерге айтатыным, көмек сұрап үйрену керек, қалауын жеткізіп үйрену керек. Сонан кейін өзінің ресурсын шамалау керек. Сонан кейін өзінен сұрау керек, мен бұны қалап тұрмын ба, әлде мен өзім мәжбүрлеп жатырмын ба? Егер де жаныңыз қаламай тұрса, сіз рух деңгейіне жеткізсеңіз болады. Жаңағыдай Аллахтың разылығы үшін. Бұл жерде сауап ала аламын ғой мен деген сияқты. Бірақ та тағы да өзіңнің шамаңа қарау керек те. Тәніңнің ресурсын тоже ұмытпау керек. Тән, жан, рух деген бізде баланста болса, мен ойлаймын, нағыз бақытты мұсылман сонда болады. Бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, нәрсе бар да, біз кейде проблеманың бәрін өзіміз шешуге тырысып жатамыз. Яғни күйеуімді өзгертемін, немесе жаңа отбасында проблема, немесе өзім өзгеремін деген сияқты нәрселермен. Мен қосар нәрсем бұл жерде мына нәрсені ұмытпауымыз керек. Жаңа айттық қой, бүкіл нәрсе Алланың құзырында, Алланың қолында. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, ей жүректерді құбылтушы Алла, мен жүрегімді өздігіңде бекем ет, өзіңе бойсұнушылықта бекем ет деген дұғасы бар. Бұл дұға пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ең көп айтқан дұғаларының бірі екен. Негізі біздің ойымызда пайғамбар ешқашан адаспайды деген сияқты ой бар ғой, енді қателеспейді. Бірақ сол пайғамбардың өзі жүрегін не деген, жаңағыдай Алла тағаланың қолында екендігін, Алла тағаланың құзырында екендігін білгендіктен осы дұғаны тастамай жүрген. Сондықтан мен айтар едім, Алла тағала негізі әлсіздер жақта. Әрдайым әлсіз жаққа Алла тағала не жақ болады. Сонда әйел адам әлсіз ғой, жаңа айтып кетті, шыны сияқты деп. Осы жерде әйел адам негізгі проблемасын шешудің ең бір оңай жолы Аллаға тапсыру еді. Яғни әлсіздігін ол жаңағыдай күйеуге дәлелдеу емес, бұл жерде бірінші өз әлсіз, жаңағыдай келет күйеуім үйтті, енем бүйтті. Мен айтам да, сен қазір зұлымдыққа ұшыраған адамсың, егер сен айтып тұрған нәрсең рас болса. Өйткені біз екінші тарапты тыңдай алмаймыз ғой. Негізі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның несінде әрдайым проблеманы шешкен кезде, егер отбасылық мәселе болсын, міндетті түрде екінші тарапты да тыңдайтын болған. Яғни өзімен өзі ол не істемейтін болған, жаңа сен дұрыс ойбай деп бір адамға жақтасып кетпейтін болған да. Сонда жақсы, біз енді жеке адаммен жұмыс жасағаннан кейін біз енді оған ғана, өйткені біз күйеуіне әсер ете алмаймыз. Бірақ осы жерде мен айтамын әрдайым, сен зұлымдыққа ұшыраған адамсың ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді, кімнің дұғасы қайтарылмайды дегенде, жаңа ата-ананың балаға жасаған деген деп келеді да, соның ішінде зұлымдыққа ұшыраған адамның зәбірлеуші адамға жасаған дұғасы дейді. Мен айтамын, сен шынымен өзіңнің зұлымдыққа ұшырағаныңа соншалықты сенімді болсаң, дұға етсей, жай қолыңды. Айт жаңағы, ресурсың жоқ па, мен ресурсым жоқ деп айт. Ресурсымды көтеретін жолдарды көрсетші деп айт деп Алла тағаладан сұра деп айтамын. Екіншіден бұл жерде жаңағыдай не нәрсе, яғни бірінші сол Аллаға байлау, бүкіл нәрсені Алла тағаладан сұрау, өзіміз шешіп кетуге тырыспау. Яғни бірінші әрекеттің алдында дұға болу керек дейсіз ғой. Яғни ол әрекет етіле береді, бірақ біз кейде әрекетті сол өзімізге алып аламыз да, әрекет біз өзіміз шешетін сияқты, немесе біз ойлаймыз, мен терапияға барғаннан кейін осылай күшті болып кетті. Негізі ол жерде біздің қайтуымыз келген бізге Алла еді ғой. Бірақ біз не істейміз, осы адамға, бір стакан суға, бір нәрсеге деген сияқты байланып қаламыз да.
егер де біздің отбасымыз күшті болып кетіп, бірақ ол отбасыда Алла еске алынбайтын болса, онда ол отбасымыз бақытты деп те айта алмаймыз ғой. Сондықтан бірінші Аллаға байлану. Екіншіден, жаңа әрекет еткен кезде де бізде не дұрыс білім алу. Өйткені білім дұрыс болмаса тағы да, осының ішінде Алла Тағала Құран кәрімде айтады ғой, пайғамбар оның жұбайларында сендерге өнеге бар дейді. Біз олардың өміріне қайтпайынша, біз бәрібір бүгін қанша психологты оқы, қанша ұстазды оқы, егер Құран мен сүннетті айтпаса, олар онда біз не істейміз, қайта алмаймыз. Адасамыз. Өйткені мысалы біз айтады Луиза Хей, тағы кім біреулерді айтып жатады да, мысалы, бірақ қарасаң, мысалы бақытты өмір жолдары туралы айтқандарды қарасаң, түбінде суицид жасап өлген, жаңағыдай ақша тауып, мысалы өмір бойын ең бай адамдардың қатарына кірген кісі өлер алдында шіркін-ай, мен отбасыма уақыт бөлген бе еді ғой деген арманда өлген. Бұның барлығы не, жаңағы Алламен қарым-қатынасқа және дұрыс білімге келеді. Өйткені сенің алып жатқан бүкіл білімің Алламен байланысы болмаса, немесе жаңа отбасыға қатысты айтып жатқандай Алламен қатысы болмаса, онда ол бақытсыздыққа апарады бізді. Бәрібір сен байып кету мүмкін, жаңағыдай бала шағаң көп болуы мүмкін, Ал үшіншіден бұл жерде айтқым келген нәрсе, жаңа адамның махаббатына ие болу жолы деп жатырмыз ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам керемет хадис бар да. Негізі сол хадисті біз отбасына қолдансақ болады, егер бақытты болғысы келетін әйелдерге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, қандай да бір құлды Алла Тағала жақсы көрсе, ол Жәбірейіл періштені шақырады дейді. Мен пәленше деген құлды жақсы көріп қалдым, жақсы көремін, сен де оны жақсы көр дейді. Ол құлды Жәбірейіл де жақсы көреді дейді. Содан кейін Жәбірейіл бүкіл періштелерді шақырып алып, Алла Тағала және мен пәленше құлды жақсы көремін, сендер де оны жақсы көріңдер деп айтады. Содан кейін бүкіл аспандағы періштелер сол құлды жақсы көреді дейді. Ал енді ол махаббатқа ие болған кезде, ол не дейді, Алла Тағала оған жер бетін ыңғайлатып береді дейді. Яғни жер бетіндегілер де оны жақсы көретін болады. Яғни біз не істеп жатырмыз, жаңа күйеуімізбен қарым-қатынасты түзеу үшін, немесе енемізбен қарым-қатынасты түзеу үшін күндіз түні жаңағы өзіңіз айтқандай деп жаңа курс оқып, жаңа қарызға батып, рассрочкаға алып, әрекеттің бәрін жасап жатырмыз да. Ниет дұрыс. Бірақ не мына жақта біз Алла бізді жақсы көрсе негізі жетер еді ғой. Бірақ біз сол жаққа біз ондай күш салмаймыз да. Жаңағы айтқандай, мынандай нәрсе бар да, сосын мен жаңа хочу деген нәрсеге қатысты айтқым келеді. Біз кейде тек ұнайтын жұмысың жаса, тек қана ұнаса ғана махаббатпен деп айтып жатырмыз ғой. Бірақ сол махаббат ол деңгей ғой негізі. Яғни біз бір жігітпен қыз жүрген кезде ол бірден жақсы көріп кетпейді ғой. Деңгейлерді өтеді, олар кездеседі, олар танысады, бір-бірін таниды, бір белгілі сыйлықтар береді бір-біріне, сосын бар махаббатқа жетеді. Біз мына нәрсені де түсінуіміз керек та, егер тек қана хачумен өмір сүретін болсақ, жаңағыдай айтып жатыр ғой, әйелдер тек қана нада деп істейді деп, надан көбейіп кеткенде осындай енді ресурсың кетеді енді сол жағынан. Бірақ кейбір наданың артында сенің хачуың тұруы мүмкін да. Мысалы, сен таң намазына тұру қиын саған. Бұл жерде Алланың қалауы бар ғой. Алланың қалауы бар, сосын өзіңнің жан қалауың бар. Бірақ просто айтқым келген нәрсе, осы нәрсе көп айтылып жатыр да. Қалайтын жұмысыңды ғана жаса. Мысалы, сен қалайтын жұмысыңа жету үшін 4 жыл оқуың мүмкін да. Сен қаламайсың ол оқуды, сен бірден адвокат болып кеткің келеді. Мысалы, хачуың адвокат, там білмеймін, маман. Бірақ сен оның алдында надалар бар, жасауың керек. Сен оны жасамайынша хачуыңа жете алмайсың деген. Тура сол сияқты құлшылықта да, орамалда да. Яғни біз тек қана мен орамалға жаңағыдай қаламай тұрмын, қазір мен махаббатым болмай тұр демейсің, сен сол махаббатыңды ашу үшін әрекеттерді ұмытып кетеміз да біз. Бұл жерде мен айтқым келген нәрсе, қазір қысыммен, мысалы, жоқ, сіздің айтқыңыз келген түсіндім, қысыммен исламға әкелген дұрыс емес деп ше. Бірінші махаббатты ұялату керек. Жоқ, мен айттым, толықтырғым келген нәрсе ғой, өйткені бүгін мен көп естіп жүрмін да осы нәрселерді, жаңағыдай хотелка немесе хачумен жасау керек, жақсы көретін жұмысыңды ғана жасау керек деген сияқты. Кейде біз сол нәрсені түсінуіміз керек. Мысалы, жаңа таң намазының мысалында біз таң намазына тұра алмауымыз мүмкін. Яғни ұйқымыз, түнде бала еміздік деген сияқты. Бірақ сен оны жасау керексің да ол жерде. Жаңа махаббатқа жету үшін. Жаңа құлшылықтың махаббатына жету үшін, сол сияқты біз жаңағыдай исламға алып келген кезде де біріншіден махаббатпен алып келуіміз керек. Ол үшін опять өзімізде білім болуымыз керек. Өзімізді, мысалы, балаларымызға біз намазға махаббатын ояту үшін, балаларымыздың орамалға деген махаббатын ояту үшін өзіміз соны көрсетуіміз керек. Әсіресе осы әйелдер білеміз, аналар, бұл менің абыройым, бұл менің махаббатпен орамал тағып жүргенімізді көрсетуіміз. Өйткені біз не істейміз, маған қатты бір не ұнады да, осы жақында бір қыздармен сөйлесіп отырған кезде біз дейді орамалды көшеге шығатын кезде әдемілеп тағамыз, оны үтіктейміз, барынша әдемі болуына тырысамыз, бірақ үйге келеміз да шешемізді лақтырып жіберуіміз мүмкін да.
Қайда қалды сенің құрметің? Ол негізі парызға деген құрмет еді ғой. Қазақта жай намазды баспа деген нәрсе ол негізі сол Аллаға деген құрметтен қалған да, ол сәжде етілетін жерге құрметтен қалған. Ал біз не істейміз? Кейде осы орамалымыз болсын, жаңағыдай орамалымызды құрметтемегендіктен біз не болса соны сөйлей саламыз. Немесе жаңағыдай бұл менің жеке шекарам, мен өзім парақшам, өзім білем не істейтінімді. Орамалдағы қыздардың бәрі мынандай болуға міндетті емес, маған қарап исламды бағалама деп жатамыз. Исламды бізге қарап бағаламағанда адамдар қайдан бағалайды? Олар Алланы көрмейді, олар періштелерді көрмейді. Сонда кімнен бағалау керек олар? Яғни біз осы жауапкершілікті де түсінуіміз керек. Отбасындағы кеше әңгіме болып жатыр қыздармен. Қазір ер кісілер дейді, екінші әйел іздесе дейді, намаз оқымайтын қыздарды алғысы келеді дейді. Неге? Өйткені намаз оқитындардың бәрі бір типтес деп айтады дейді. Енді тура сол сияқты керісінше әйелдерде де жаңа бірінші күйеуінен осылай ислам намазхан болып жүріп ажырасқан әйелдердің көбісі мен енді күйеуге шықсам намаз оқымайтын немесе шетелде оқитын деген адамдарға шыққым келеді деп айтады дейді. Мен айтамын да сосын, сонда мұсылмандығымыз қайда қалды біздің? Сол ғой мен айтайын деген, біз ислам дінін соншалықты дәрежеге жеткізіп тастадық, что сырттан енді исламды таныған адамдар исламнан шошитын болды да. Неге? Мысалы жаңа орамалға құрмет, бірақ сол орамалдың ішіндегі құрметіміз қаншалықты, өзімізге құрметіміз қаншалықты, Осы жақында бір осы Қазақстаннан бір қыз бар, оны енді көп таниды, бір блогер қыз, 3 баланы асырап алған, өзінің баласымен тағы. Сол келіншек бір басқа бір елдің азаматына тұрмысқа шығады Америкада. Оны сол 4 баласымен алдырып, сол ер азамат оқытып жатыр. Оқытып, ана әйелге деген құрметі, ол бірақ мұсылман емес те. Сонда мен айтам да, оның істеп жатқан тірлігі біздің любой мұсылман деген еркектің жасау керек тірлігі деймін да. Енді ең қызығы, ана қыздың соны айтып жатқан, мен бұны да түсімде көрмеген, деп айта береді. Сонда мен айтам, біздің қазақтардың келіншектері үшін бұндай құрмет норма емес болып тұр ғой. Біздің балалық шақтан көргеніміз, жаңағыдай страдать етіп жүрген жертва мама, өз рахатына жүрген әкелер деген сияқты сондай бір, немесе әкелер ұрып атады, шешелер страдать етіп жүрді. Біз отдельно ананы көрдік, отдельно әкені көрдік, бірақ ортасындағы романтиканы көрген жоқпыз да. Бірақ біздің қоғам білу керек, что нағыз романтика, егер де дұрыс мұсылман әйел болса, дұрыс мұсылман еркек болса, нағыз исламда романтика деген, Енді сонда айтамда, ана қыздан мен бұндайды түсімде көрмеген деген кезде мен ойлап қалдым, біздің байғұс қазақ әйелдері өзінің соншалықты құрметке лайық көрмейді ғой. Бұларға гүл әкелсе шок болады, там білмеймін бір жерге қыдыртып романтика болса, ой, это не ожидала, ой, для меня такой шок, бұл деген мен күткен жоқпын дейді. Бірақ әрбір әйел Алланың жаратылысы ретінде құрметке, сыйлауға лайықты екенін білу керек, және де ол өзі соған лайық болу керек, өзі бірінші очередь, өзі сол іштей сондай бір мәдениетті, сондай бір абыройлы, сондай бір білмеймін бір Алланың алдында осы бір күшті бір уағыз естіп, онда Алла тағала сыдықтарды жақсы көреді дейді, соның ұялшақтарды жақсы көреді дейді. Бұл жерде сыдық деген тек Алладан қорқатындар, және тек Алладан ұялатындар екен де, адамнан емес. Ал енді мен бұл жерде айтам да, Алладан ғана ұялатын адам, ол адамдар жоқ жерде де, адамдар бар жерде де бірдей болады да, өзін бірдей ұстайды. То есть өзіңе құрмет деген ол адамдар жоқ жерде де өзіңе құрметпен қарайсың да. Өзіңе қалай болса да қарамайсың. Адам өзіңмен жеке қалған кезде де өзің тәніңе, өзің орамалыңа, өзіңнің дәрежеңе бәріне құрметпен қарайсың. Мен мысалы бүйтіп айтам, адамның жан дүниесі бір үлкен ақ сарай сияқты деймін да. Егер сен соны өзің тазалап ұстамасаң, сенің үйің мысалы тазалап ұстап отырсаң, сен ешкімді галошпен кіргізбейсің ғой, немесе там батпақтап аяғын шешіп қой дейсің ғой, әдемілеп ақ нәскимен кір дейсің ғой. Сол секілді әрбір адамның жан дүниесі ол ақ сарай сияқты. Оны сен бірінші өзің тазалауың керек та, өзің үшін құрмет болу керек. Сол кезде ол жерге ешкім баса көктеп кірмейді. Кіріп бара жатқан кезде сен тоқтатып қоясың. Сол секілді ол жерге өзің жаман ойларыңды кіргізбейсің. Өзіңнің бір нәпсіңнің бір қуып кеткен нәрселерін кіргізбейсің. Ешкім жоқ кезде сен телефонға кіріп алып жаман дүниелік көріп жатпайсың. Потому что сен бірінші өзіңе құрметпен қарайсың. Немесе сен жаңағыдай ешкім көріп тұрған жоқ деп күйеуіңнің телефонын капать етіп, сондай деңгейге түспейсің. Аллах көрсетсе жарайды, көрсетті, случайно көзім түсіп қалды, зарядкаға қойып жатқан кезде деген сияқты нәрселер жарайды ғой. Бірақ соны арнайы іздеп, тіміскіленіп та, ол неменеге керек, сен оны тапқаннан кейін не істей аласың, сен дайынсың ба ашық әңгімеге? Ал егер де сен өзің қалай болса солай қарайтын болсаң, жан дүниеге өзің боқтап сөйлей саласың, өзің қалай болса солай өз-өзіңе қарай саласың, өз-өзіңді құрметтемейсің, білмеймін, өзіңе өзің құрметпен қарамасаң, онда сен сырттағы адамдарға ренжіме да.
Мына жерде біздің подкастымызды көргендер бір кілең сондай жертва әйелдер мен тиран еркектер ғана отбасты құрады екен деп ойлап қалатын шығар. Енді бойдақ қыздар көретін болса, оларға да бір жалпы кеңес айтсақ, себебі бұл үшін не керек енді ондай отбасы құрмас үшін? Әрине ол бойдақ кезде бізге тәрбие керек. Мен психолог ретінде әйелдердің проблемаларында осы жерді қозғап кеткім келді, мүмкіндік пайдаланып. Көбінесе себебі мешіттерге барған кезде сабақ берсем де мен орамалда Құранды біліп, сүннетті біліп, Құран жаттап жүрген әйелдердің бірақ отбасылық қарым-қатынаста көп нәрсені білмейтінін көріп жатырмын да. Сонан кейін қынжылғаннан жаңағыдай дұрыс исламды қалыптастырғымыз келеді ғой. Сол үшін осы өздері Алланың құлымын деп ауыздарымен айтып, адамның құлы болып жүрген, сондай бір білімсіздіктен өздерінің қалай айтсам екен, бақытсыз болып жүрген әйелдерге бір пайдалы болсын деген ниетті айтып отырмын. Енді бойдақ қыздарға айтатыным, кез келген адам ол бойдақ болсын, тұрмыста болсын, бірінші тәкаппарлықты сындыру керек деп ойлаймын. Тәкаппарлық. Жаңағыдай зекет беру деген кезде де, егер де былай деп айтсаң адамдарға, сен тәкаппар болсаң, саған Алла тағала ақша бермейді десең, ол адамдар тәкаппарлықтарын шешуге дайын. Себебі шынымен де тәкаппар адам ол көтере алмайды, ешқандай сынақты көтере алмайды. Өйткені оның жан, қалай айтсам екен, андай рух деңгейінде оның Алламен байланысы жоқ. Егер де сіз тәкаппар болмасаңыз, Алланың алдында өзіңіздің хақларыңызды білсеңіз, өз-өзіңізге құрметпен қарасаңыз, тек бір Алладан қорқатын, Алладан ұялатын, сондай бір мұсылман болсаңыз, Алла тағала сізді қорқып қоймайды. Сол үшін қыз балаларға айтатыным, өз-өздеріңізді құрметтеңіздер. Сосын кейін жаңағы саналарыңыздағы, бейсаналарыңыздағы ер адамның образымен жұмыс жасаңыздар. Бізде мысалы көбінесе егер де әкеге ренжулі болса, сол призмамен айналадағы ер адамдарды да солай қабылдай бастайды, немесе бейсаналы түрде тек қана сондай ер адам тартып алады екен. Себебі ана травманы сол күйеу арқылы емдейді екен. Ана әкесінен қалған травманы сондай күйеумен емдейді екен. Сол үшін саналық деңгейіне жетіңіздер, өз-өздеріңізбен жұмыс жасаңыздар. Егер де қандай да бір қорқыныштарыңыз болса, дұрыс емес установкаларыңыз болса, оны тұрмысқа шықпай тұрып шешіп алыңыздар. Онан кейін ешқашанда мені күйеуім бақытты қылады, мені анау бақытты қылады, мен тұрмысқа шықсам бақытты боламын деп ойлайтын әйел адамдар, қыздар да бар да. Мен бақытсызбын, жігіттер бірақ менен қашып кете береді дейді. Мен айтамын, өзі бақытсыз әйелді ешқандай еркекке бақытты етпейді. Еркектер бақытты етеді, өзі бақытты әйелді ғана бақыттырақ еткісі келеді. Ешкім бір жертва әйелді балаутадан суырып шығарғысы келмейді. Сол үшін қыз балаларға айтатыным, өздеріңіз безусловно бақытты болуды үйреніңіздер. Только потому что сіз Алланың жаратқан қонды сондай бір нәзік хрусталь сияқты жаратылсыз. Сол болмысыңызды қабылдап, әйел болған қандай рахат, Алла тағала әйел адамдарды сондай жақсы көреді екен ғой біздің дінімізде деп, өзіңізге сондай бір құрметпен қарасаңыз, онда сол инструкцияны сіз күйеуіңізге де бере аласыз, спокойно бере аласыз, сеніммен бере аласыз. Ал егер де аузыңыз айтып, ар жағыңызда сомнение тұрса, оны ер адам бәрібір считывать етеді ғой. Осы айтайын дегенім. Негізі бұл жерде жалпы кез келген әйелге болсын, ер адамға болсын, кез келген мұсылманға, кез келген адамға Алла туралы жақсы ойда болу деген нәрсені қосар едім. Себебі біз егер де жаңағыдай қорқыныштармен ғана өмір сүретін болсақ, онда біз Алла туралы жақсы ойда болып тұрған жоқпыз да. Неге? Өйткені Алла тағала маған да осы мамамдікіндей тағдыр береді, немесе жаңағыдай анандай нәрсе береді деген сияқты жаңа өмірлік сценарийім қайталанады бәрібір деп Алладан күдеріміз үзіп қаламыз. Ал мұсылман адамға Алладан күдер үзуге болмайды. Мұсылман адам әрдайым Аллаға ол оп-оңай деген нәрсемен. Осы жерде оны айтқым келетін нәрсе былай екен да. Адамның ата-анамен қарым-қатынасын адам ата-анадан алған сценарийін ол Аллаға қарай проекциялайды екен. Егер де ата-ана қатал болса, мәжбүрлейтін, сондай критик болса, ол адам жаңағы балалық санасымен Алланы да солай қабылдайды екен, егер ол есеймеген болса. Аллах қатал, Аллах жазалаушы деп. Егер де адам өзімен жұмыс жасап, сондай бір зрелый состояниеға жетеді, ол сонда ғана адам Алланы қамқоршы деп қабылдайды екен. Аллах сондай мейірімді, қамқор деп. Мысалы, Құранның 114 сүренің 113-і аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен деп басталады, Енді Алла не деп айтады? Сендер мен жайлы қандай ойда болсаңдар, мен сендерге сондаймын дейді. Мен айтам, әйелдерге айтам, бастарыңызға қиындық келіп жатса, ол Алланың бір зұлымдығынан емес, Алланың қамқорлығынан деймін де. Мысалы, мен көп балалы ана болғаннан кейін кейде балаларым ауырып қалады. Ауырып отыр. Мен біліп тұрмын, что бұл жерде укол салу керек, ауыртып тұрып. Әйтпесе бұл дерт жазылмайтын біліп тұрмын, асқынып кететінін біліп тұрмын да, бұл бұдан да хуже болып кететін. Сонан кейін мен не істеймін? Айғайлатып тұрып, жыласа да уколды салам ғой. Бірақ олар жазылады. Сол секілді кейде біз өмірдің сынақтарын
біз осы укол сияқты қабылдаймыз, бірақ ол уколдар бізді рухани дерттерімізден айықтыратын сынақтар. Яғни кейде күйеуіміздің ұнамайтын қылығы, енеміздің бір жаңағыдай бізге ұнамайтындай болуы, қайын жұртымыздың бізге ұнамауы, ол бір қашып кететін дүние емес. Ол біздің рухани дертімізді айықтыратын сондай бір не ретінде қабылдауымыз, сынақ ретінде қабылдауымыз керек. Сол кезде біз айна ретінде өзімізбен жұмыс жасауымыз керек. Неге мен бұл кісінің осы жағын көріп тұрмын? Неге бұл кісі неге маған бұндай қарым-қатынас жасап жатыр? Қай жерімді жөндеуім керек? Қандай менде дұрыс емес позиция тұр? Қандай миымда дұрыс емес сценарий тұр? Ниетімнің қай жерінен жаңылдым? Мысалы, бір қыздар бар, күйеуге шығып бала туып алсам дейді да. Сосын бала туып алады, болды, баласы бар, бірақ күйеуі лағып жүреді да. Немесе лишь бы лимузинге отырсам, жаңа ақ көйлек кисем деген бір сондай бір ниетпен шығатындар бар. Той, ана қызық келеді, подружкасының тойына барды, мен де сөйтсем ғой дейді. Сонымен күйеуге шықты, лимузинге отырды, көйлекті киді. Көйлек шешілгеннен кейін, лимузиннен түскеннен кейін уже бақытты отбасы жоқ. Ары қарай оны мен не істейтінін білмейді да. Сол үшін әбден білім алу керек, ниетті түзеу керек, ар жағында не болатынын ойлау керек. Ол жаңағыдай бүйте сасам, сөйте сасам деп бер жағын ғана ойлау балалық позиция. Аша сасам, жей сасам, ала салсам дейтін. Ал сен оны алғаннан кейін, жегеннен кейін ішің өтуі мүмкін деген нәрсені де қарастыру керек та. Сол кезде не істеуім керек? Мен оған дайын ба, дайын емеспін бе? Алла тағала туралы жақсы ойда болуға қатысты, ол қалай деген сұрақ көбісінде туып жатады. Оған әрине біз Алла тағаланы тану, Алла тағаланың беріп жатқан нығметтері жайлы ойлану, айналамызға қарап Алла тағаланың құдіретін сезу, сонымен қатар Алла тағала өзін бізге өзінің есім сипаттарымен таныстырады ғой. Сол есім сипаттарымен үйрену деп айтар едім. Екіншіден, бұл жерде бойдақ қыздарға айтқым келген нәрсе, жалпы тұрмыс құрмай жатып, егер мысалы бір жігіт пайда болған болса, немесе жалпы әлі де пайда болмаған болса, шариғаттағы жалпы осы ер мен әйелдің міндеттері мен ақылары деген нәрсе туралы білім алыңыздар деп. Мен өзім қыздарыма, енді шәкірттеріме әрдайым соны айтамын. Неге? Өйткені сол білімсіздікпен шығамыз да ертең жаңағыдай манипуляцияның, отбасылық манипуляцияның, діни манипуляцияның құрбаны болып жатамыз. Яғни сен өзің білсең, ол да білсе, мысалы мен шәкірттерін таныстыратын кезде мен жігітке қоятын сұрағым айтым, бірінші саған келін керек пе, әйел керек пе, жары керек пе, кім керек деп ше. Өйткені біреулер жаңағыдай мамасы үйлен деп қоймағандықтан маған қарайтын адам керек деп келін іздеп жүреді да. Сөйтеді да ертең ол қыз келін болмаймын, ата-енемен тұрмаймын десе ренжіп жатады. Негізі қарап тұрсақ, бұл жерде ол үйленбей тұрып ол нәрселер талқыланса, негізі после проблема болмас еді. Бірақ біз не істейміз? Главный жаңағыдай күйеуге шығып алсам болды, сөйтеміз де неге мен ата-енемен тұру міндет емес екен ғой деп жүреміз да. Бір эксперимент жасаған ғой зоопаркте. Жар птица дейді ғой. Соны жаңағы аналығы аталықтармен төбелеседі екен. Сол кезде аталық жеңіліп қалса, ол оны менсінбейді екен. Өзін жеңген аталыққа ғана беріледі екен да. Сонда біздің қоғамда қазір ана жақтан келген сценариймен бізде әйелдер өздері жаңағы мама ролінен өздеріне бала іздейді тәрбиелеуге. Өздерінен білімі аздау, жаңағыдай дәрежесі төмендеу еркекті таңдайды да, соған күйеуге шығып алған кейін оны ол кішкене мінез көрсете бастаса, оны көтере алмай жатады да. Мен айтайын дегенім, бәрібір де егер де еркегіңді құрметтеймін десең, күйеуіңді құрметтеймін десең, үйленбей тұрып, сол кісінің дәрежесі сенен кішкене жоғарырақ болғанын қала. Оның сөзін тыңдай біл, оны құрметтейтіндей сондай жағдайдасың ба? Потом оның біліміне де қарау керек. Бәрібір де сол кісі сізге бірдеме үйрететіндей болып таңдау керек деп ойлаймын да. Себебі үйленгеннен кейін мысалы әйел адам бәрібір де еркектен ақылдырақ болса, бәрібір де ол да бәрібір де бір бағынғысы келмей, өзінің бір фактісін қойып аргументін қарсыластық іште туып тұрады да. Бұл былай емес қой негізі деген сияқты. Онан кейінгі айтылатын нәрсе бізде дін мен манипуляция. Мысалы, мен саған разы емеспін деп айтпас бұрын ер адам, мен ойлаймын, элементарно мысалы балаға тамақ ішуді біз бірінші үйретеміз, қасықты былай ұста, былай іш деп. Сонан кейін бала төгіп шашып лақтырып жатса, онда ұрсақ жөн да. Сол секілді үйленіп алған әйелге өзің Алланы танытпасаң, өзің дінді үйретпесең, сөйтіп алып бір күні мен саған разы емеспін, саған Алла разы емес десең, онда не болды сонда? Сол үшін әйел адам, тем более қыз балалар күйеуге шықпас бұрын ең бірінші осыны талап ету керек. Сен маған дінді үйрет, Алланы таныта аласың ба? Онда шығыңыз. Егер Алланы өзі танымайтын адамға ертең үйленіп алып, жаңағыдай тәрбиеші болып күтпеңіз. Сонан кейін басталады проблема. Мен намаз оқы деймін, күйеуім оқымайды. Сондай ғой, сол үшін таңдаған кезде бұл нәрсе, өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям насихатында
қандай жігітке қызды берейік деген кезде тақуа дейді. Жақында мен ұстазымнан сұрап жатырмын, тақуалығын қалай білеміз бүгінгі жігіттердің? Сол ғой, сол тақуа. Оны намазхан деп шықтым деп айтатын әйелдер көп. Сол ғой, сонда айтады да, ең болмағанда негізгі тақуалық ол 5 уақыт намазын мешітте оқумен есептеледі дейді. Яғни ол жігіт сен 5 уақыт намазын қайда оқисың? Әлде қаза қылып жүрген адамсың ба? Деп сол жағынан байқауға болады дейді. Яғни, кейде ол намазға келе алмай қалу мүмкін, жұмыста болып, бірақ жұмыстан тыс ше. Яғни біз осы жағынан сұрауымыз керек дейді жігіттің. Мен айтар едім психолог ретінде, ол еркектің әрекеттерінде қандай позиция бар. Егер балалық позиция көп болса, немесе ата-ана позициясы көп болса, критик жаңағыдай, слишком контроль жасап кететін еркектер болса, оны ер адамға негізі жоламаған дұрыс та. Онан кейін жаңа жауапкершіліктен қаша беретін еркектер болады ғой. Өзіңді кінәлай беретін, қайтсе ренжіп қалатын, өкпелеп қалатын, сөйлеспей қоятын, яғни сөзінде тұратын ересек. Бірақ та ол жігітті тани алу үшін өзі ересек қыз болу керек. Ол үшін қызда білім болу керек, соншалықты дәрежеде ше. Сол үшін қыз балаларға айтатыным, Алла тағала оқы деп бұйырды ма, оқу керек та. Просто өздеріңіздің орамал таққаныңыз, намаз оқығандарыңызды әшейін ғана қанағат қойып жүре бермей, ертең соның барлығы білімсіздіктің түбі бәрі жоқ шығады да қопарылып. Ал сіз сол жігітті тану үшін сіз өзіңізді тануыңыз керек. Мен нені қалаймын, маған комфортна ма, не комфортна ма? Әйтпесе тіпті айтады да, мен күйеуім боқтайды. Үйленгенге дейін де боқтаған дейді да. А онда неге шықтыңыз? Не істейсіз енді? Енді келіп жаңағыдай мөңкіп тепкінің астында қаласыз да былайша айтқан кезде. Сол үшін барлығы өсу екі жақта да болды. Сол үшін жаңағыдай нәрсе ғой, бұл жерде жігітке алдын ала айтуға болады да. Маған үйретесің ба? Немесе шарттарын айтып жатырмын да, бұл жерде бізде көбіне қазір біз күлеміз, негізі бірақ салыстыруға келмейді, біздің кезімізде шарт қоймаппыз деп ше. Бірақ шарт қоймасаң да бұл жердегі мәселе қазіргілер шарт қоюға болмайды, немесе шарт қойғандарға шок болып қарау керек деген нәрсе емес. Өйткені махр мәселесінде біз кейде имамдар төмен дейді, біз Алла тағала қанша берсең де бер деген деп айтып таласып жүрміз ғой. Яғни діннің әрқайсымыз өзімізге керек нәрсені алдын алады негізі. Жаңағыдай социальный, жаңағы отбасылық қаржылай, финансовый мәселенің, проблеманың алдын алатын осы махр мәселесі екен ғой. Алланың даналығы да, яғни жігіттен қойған талапқа жігіт сай болса, онда жарайды. Ал егерде сен дүние қоңызсың, сен андайсың, сен мұндайсың деп сол жерде тайып атса, онда уже белгілі да, ол ертең үйленгеннен кейін де ол сізге баланы тудыруы мүмкін, бірақ сол жерде жауапкершіліктен қашу мүмкін. Мүмкін. Ана бір қыз 50 грамм ба алтын сұрайды ғой, бір мешітте. Соның астында жаңағы комментарийлерді көрсем, рилстің ше, әйелдер мына дүниеден өлген деп атқанша, енді өздері алып көрмеген, өздері сай көрмеген деген соғанға дейінші. Еркектер де кетіп жатыр боқтапшы, дүние қоңыз деп. Жоқ, Алла кең, Алла жомарт қой. Егерде адам әрекет етсе, Аллах беруші ғой. Енді осы жерде жалпы сол тұрмысқа қатысты енді ол бөлек әрине тақырып, бірақ жалпы жаңағындай міндетті түрде сондай отбасыларға ғана жолығады екенбіз, онда күйеуге шықпай аяқ қояйын демесін деп жатқаным. Және де жаңа әйелдерге айтатыным, ең алғаш жаңағыдай енді не істейміз енді отбасымызды не қылу үшін деген сұрақтар тууы мүмкін. Мен осы жерде бір әдемі бір не айтқым келіп тұр, өзімнің немді. Ер мен әйел бір нәрсеге қызықса, ең болмағанда болады ғой, кейде сен футбол көру мүмкін күйеуің, бірақ сен футболды ұнатпайсың. Бірақ ең болмағанда сол күйеуіңмен әйтеуір ана бір ортақ тақырып табылу үшін сол футболдағы жаңа не ол қай командаға балет етеді, сол туралы оқып ал, қай футболистке балет етеді, ең болмағанда. Яғни сен отырып, Рональдо ма, білмеймін тағы кім, пәленше ма дегенде, деп ана күйеуің қосылып, әйтеуір әңгіменің басы шығатындай. Өйткені бүгін өкінішке орай, әйел телефонда, күйеу телефонда, ортада бала қалады, мәлімеле жоқ, WhatsApp-пен сөйлесті. Ана бір қазір не шығып жүр ғой, жаным, бір нәрсе деген ана бір өлеңмен не қылып жүр ғой, шынымен сен жазып жатсың ба ана деп. Сол құсап, ана неде айтыпты ғой, бір анекдот бар ғой, жаңағы әйелі күйеуіне жазады, жаңа купи курицу деп. Сөйтсе кім күйеуі жазады екен да, целую деп. Сөйтсе әйелі, я тоже тебя целую деп айтады дейді. Сөйтсе, ей, дура, целую или половину деп айтады дейді. Сол құсап кейде өкінішке орай осындай анекдоттарда шығып кеткен. Бірақ біз білуіміз керек нәрсе, кез келген нәрсені өзгертуге болады. Ол өзгерту өзіміздің қолымызда әрине. Яғни екі тарапта білім алып, әсіресе бұл жерден бәрібір мойындауымыз керек. Кез келген заманда, кез келген қоғамда ол әйел бірінші дамып бастайды. Әйел адасуға да бейім келеді тез, әйел тура жолға да тез бейім келеді. Сондықтан әйелдер өскен кезде, бірақ біздің білуіміз керек нәрсе,
жаңа кризис айтып жатыр ғой, адам өсіп бастаған кезде ажырассам деген ой автомат түрде келеді. Сол ойда қалып кетпеуіміз, сол ойдан кейінгі нәтижені ойлауымыз, өйткені ажырасуға всегда үлгереміз. Алланың несін көруге да, бұл жерде не қайыры бар деп сол ойлану керек та. Яғни ажырасуға әрдайым үлгереміз деп айтамын да мен. Әрдайым үлгересіз. Бірақ сен жаңағы нәрсені ойлан. Мысалы ол 5 баладан кейін күйеу асырамай кетпейді ғой негізі. Ол 1 балада да 2 балада да негізі көрінген болуы мүмкін, оның асырамай жүргені. Мүмкін сол кезде жаңағыдай, сол кезден бастап жаңағыдай мәселені қозғау керек. Өйткені 5 бала 6 баламен әрине ажырасу обал. Бірақ енді рұқсат емес деген нәрсе емес. Бірақ біз енді отбасылардың ішіне кірмейміз ғой. Әрбір отбасы жеке бір не екендігін де ұмытпауымыз керек. Сондықтан да бүгінгі тақырыпта біраз мәселе ашылды деп ойлаймын. Иншалла, Алла тағала біздің осы қазақтың қыз-келіншектеріне өсіп, сондай бір бақытты күндерді кешуді нәсіп етсін деп тілеймін. Сіз де өзіңіздің оқырмандарға тілегіңізді айтып қойсаңыз. Әрине бұл тақырыпта әлі айтылатын дүниелер өте көп. Отырсақ отыра беруге болады да. Күн түн таңға ұрып осы тақырыпты айта беруге болады. Бұл өте өзекті мәселелердің бірі. Бұл тақырыпты қозғауға мені шақырғаның үшін, соны лайық көргенің үшін алдымен Аллаға сансыз мақтаулар, сосын сізге өте көп алғысымды айтамын, Айнұртас. Жалпы қыз-келіншектерге айтатыным, сіздер Алланың ерекше жаратылысыздар. Яғни бірінші өздеріңіздің жеке болмыстарыңыз ретінде өздеріңізге құрметпен қарап, өздеріңізді қолға алсаңыздар екен деймін. Қандай да бір мәселе туып жатса, елді кінәлай беруді қою керек та. Жаңағы жертва әйелдің саусағы былай ылғай шошайып тұрады дейді ғой. Ал адам өсу үшін 2 саусағын өзіне қарату керек. Менде не қателік кетіп жатыр, мен нені дұрыс түсінбей жатырмын деп. Сосын жаңа мидағы норма деген нәрсе бар. Егер адам үнемі қараңғылықта өсетін болса, ол жарыққа шыққан кезде ол қайтадан қараңғыға қашып кіріп кеткісі келеді. Сол секілді саналарыңызға жарық түсіріңіздер де норманы кеңейтіңіздер. Яғни бір әйелдерге мысалы гүл алу норма емес те. Ол санасында қабылдай алмайды, мен оған лайық емеспін дейді да. Бір әйелдерге күйеуінің романтик болып мысалы көңіл бөлуі норма емес. Оны бір ертегі көретін әйелдер бар да. Барлығы біз үшін норма. Алла тағала бізді ең жақсыға лайық қылып жаратқан ғой. Сол лайыққа біз өзімізді бірінші лайықты көруіміз керек. Менің бір девизім бар: лайық көр және соған лайық бол деген. Яғни өзіңізді ең жақсыға лайық көріңіз, жақсы өмірге лайық көріңіз, жәннатқа лайық көріңіз, жақсы қарым-қатынасқа лайық көріңіз, жақсы деңгейдегі жақсы білімдерге лайық көріңіз, өсуге лайық көріңіз. Сондай бір сыйлы, қадірлі тұлға болуға лайық көріңіз де, және де сол деңгейге дейін жұмыс жасап лайық болуға тырысыңыздар. Алла тағала ешкімді қор қылмайды егер адам ниеті дұрыс болса. Алла разы болсын. Санира ханым, сізге де уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Жалпы Санира ханым инстаграмда парақшасы бар, бұдан да көп білім аламын десеңіздер, парақшасына жазылсаңыздар болады. Және де бүгінгі күні талқыланған тақырып шын мәнінде бұл Құрандағы Ниса деп Алла тағала бекерден бекер бір сүрені атаған жоқ қой, себебі әйелдермен байланысты мәселелер өте көп. Жаңа өзіңіз айтқандай, алдағы уақытта да бұл тақырыпты әлі жалғастырамыз деген, басқа да осы әйелдерге арналған жобалар жасаймыз деген сенімдемін. Иншалла, құрметті көрермендер, сіздер де осындай біздің подкастымызды көріп, уақыттарыңызды арнап, комментарий қалдырып, тарап жатқандарыңызға рахмет. Сіздердің осылай өсіп өнулеріңіз үшін жасалып жатқан бұл дүниелер, сондықтан баршамызға Алла тағала өзінің разы болатын салихалы жар, салихалы ана, салихалы әйел болуды баршамызға нәсіп етсін. Келесі подкасттарда жолыққанша, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.